монша халім деп бітті ғой жаңа соңы, Алматыда қай моншаға барып жатсыңдар енді жалпы? Жалпы. Енді сол осы газет жағын кішкене қолға алмасам что-то Инстаграмға кіріп кетіп жатыр жастар деп серьезно. Қоғамға жаның ашып қарап та. Мына заманда зияныңды тигізбей жүрудің өзі елге үлкен көмек болып қалады ша. Енді бүгіннен бастап сіздің бағдарламаңыз ұзағынан болса, үйге барып кішкентай балаларыма газет беріп, міне жаңағы осындай деп көзін ашу керек сияқты Қуатжан. Иә, газет. Дұрыс бағытта келатсыз негізі, өте. 20 000-ды алып алдым, ананың ішін бәрі парда отырмын ғой, Хамит. 20 000-ды ұстап алғам. Қағаз 20 000 құрғақ су қылмай отырмын. Суламай ше кәдімгідей. 40 000-ды апарып шкафқа салып келдім. Сулап қалмасын. Иә, сулап құрғақ күйінде. Жақсылық Үшкемпір атамыз. Үшкемпір полный метр деп айтады ғой. Қазақ фильмін түсірген ең үлкен кино сол мен үшін. Мен қазір бүктейім деген ғой. Сол қазақша айтқан болса да бүктейім деп ше. Полякша айтқан ғой, мен өзім аударып айтып беріп отырмын. полякшалап па? Полякшалап айтқанда бүктейім деп. Алматылық сайлаушылардың дауысы неге маңызды дейді? Дауысы ма? Иә, саяси науқанның сипаты дейді. Қонақжай шаһар Алматы. Әлі қонақ болып жүрміз ғой, ә? Ұлыстың ұлы мұрасы дейді. Ұлы күні емес па? Жоқ, біз тек солай алып барғанымыз бар қарай. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын деген сияқты негізі. Бірақ мақұл енді дәл осы жерде ше, дәл осы жерде енді біз енді газетжан деп газетжан ат ше басынан салып жіберу керек қой, газеттен ше орап газетжан. Сонымен бірінші сен тоқталсаң, не үшін газетжан, не үшін газетке бет бұрдың? Газетке бет бұрып жатыр біздің Қуат. Қазір бүкіл технологияны сырып қойып, кәдімгі табиғатпен кәдімгі табиғи жанасу эволюциясын бастағалы тұр. Көз алдарыңызда, дәл қазір. Жоқ, Хамит, мен негізі осы соңғы кезде байқаймын, ешкім газет оқымай қойыпты. Ешкім газет оқымай қойған қазір. Кеше шығарған бамнан, шығарып атқандар да ерінбейтін болып тұр ғой. Ойлашы. Жоқ, андай ғой. Хамит, әкем маған айтатын, осыдан бір 15-16 или 17 жыл алдын. Ше? Оқыңдар. Енді әкем газетті қатты оқыған ғой, кітапты қатты оқыған. Сол үйге обязательно алып келген кезде ашып, мынаны оқыңдар деп. Тек суретіне қарай беріп, біз газеттің одан қандай бір газеттер болатын еді ғой. Карикатура болатын еді газеттің ішінде. Иә. Смағұлдың. И андай болатын еді ғой, бір жаңағыдай. Айжанның тағдыры деп бір қыздың несі тұратын суретші. Сондайларына ғана қарап. Олар сәл кішкентайлау болатын еді. Иә. Нағырдай сияқты. Айғақ деген газеттер бұл жолы ғой. Иә, аяқ жағында. Қыз газет дегендер. Иә, аяқ жағында да, аяқ жағында жаңағыдай тақырыптар. Сонымен газет оқимын деп шештім. Мен осы уақытқа дейін келіп түсінгенім, мен жаңалықтардың бәрінен қақып кеткен екен. Хамит, иә. 16-17 жыл болды ғой енді газет оқымағаныма ше. Мысалы, мен жаңа қарап отырмын да, мына жерде Астанада бәйтерек салынайын деп жатыр екен. Хан Шатыр, Шымкентте Шымкент Плаза торговый дом, одан кейін Шымкент Сити Молл. Сен сонда алдында барып, көріп жүріп, ішіне кіріп жүрген кезде вообще мән бермегенсің олар не екеніне? Жоқ, сол ғой, мен оны байқамағамды, бірақ жаңалықтардан қақып кетіп бардым. Оны кәдімгі торжественный жаңалықтардан оқыған бөлек бола ма екен бәрібір? Иә, енді андай ғой, газетке жалпы кірісу керек болып тұрмаған. Енді сен әйтеуір оқыған адамсың ғой. Одан кейін бүйтіп қалайын ба? Иә. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, құрметті достар, бұл газетжан, бірінші бөлім, жүргізуші, кітапхан Хамит Ердехан. Және Қуатжан, газетжан. Иә, енді Хамит жалпы бір осы Алматыға мен түсінгенім, осы Алматыға келгеніме бір ай болды, мен қыдырып келе берген дұрыс екен Алматыға. Қыдырып? Иә, көшіп келгеннен көрші. Мен көшіп келем, бер қарай келем осындай уақытта деп айтып ем, ешкім таппай қалдым. Сен де осындай бірдеңе түсірейік деп шақырып алдым ғой жалпы. Не істеп жатсыңдар деймін, не деп жене, до того қолдарың тимей жатыр ма? Алматыда ше, Алматыда.
осыны қайбір жылы дәулет бір адам бар ғой жайдарманда. Иә. Сол Алматыға келген кезде айтып еді, бұл жақта ешкіммен кездеспейді екен ғой деп. Андай. Енді білмеймін, Астанада тұрды ғой олар. Астанада кездесе беретін ақ қой, мен КВМ-мен барған кезде. Иә. Алматыда білмеймін, андай біреуді әшейін жай кездесуге шақырсаң, оның уақытын ақ қоюың мүмкін да, сенің уақытың болғанмен ше. Одан кейін әшейін жүруге ше, Алматыда жай әшейін жүруге басқалардан ұяласың ғой. Құмырсқа сияқты қалма, төбеден қарасаң. Кетіп атады ғой, қаяққа кетіп баратқанын білмейсің ғой. Иә. Аэропортқа барсаң, толып атқан адам. Бәрі кетіп жатқан сияқты, Алматының бәрі кетіп қалды деп ойлайсың ше. Аэропортқа барсаң, толып атқан адам. Вокзалға барсаң, толып атқан адам. Автовокзалға барсаң, толып кәдімгі орын таппай жатқан адам. Ойлайсың ана жерден екен. Алматы бір әжептәуір босап қалды ау деп. Бірақ Алматыда пробка кәдімгі. Машинаны тігінен, жанынан жүргізіп жүретін де жол жоқ қой қазір. Жоқ, енді дұрыс қой, мен сенен басқа да балдарға хабарластым негізі. Болды, жолғайық дейді да. Болды, кешке хабарласып жүрейік дейді, әбетте звондап. Со кешке дейін кәдімгідей пісте шағып қалып кетіп жатыр ғой, сол үйде ше еш жаққа шықпай. Или маған білінбей жатыр ма, мен бойдақ болғаннан кейін енді бала шаға семьясы бар, әркімнің былай да жұмысы бар ма деймін да. Өзіміздің балдарда осы КВН-де ешкім жоқ қой. Сен өткенде біз 2015-те бірге тұрдық қой біз. 2015-те бірге тұрдық квартирада, Алматыда осы Абай Бауманада тұрдық. Бұл келгенде Алматыға, сол кезде бірге тұрған балдарға хабарласқан ғой. Оларды қазір Елекеңнің үлкен баласы 5-ші класты бітіріп жатыр. Мысал үшін. Бізде әйтеуір балалы шағалы, Құдайға шүкір. Тағы кім бар? Айдос бар. Енді Айдостар енді неде тұрды ана, Басенова жақта. Кеп тұратын ғой сөйір. О, Гагарина, Басенова. Соларға хабарласқан ғой бұл. Квартираға шықпайсыңдар ма деп ше, жеке-жеке әрқайсысына. Семьялы болып кеткен ғой бәрі негізі, отбасы. Просто жазып жібердім да мен. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Ол жекең ауыр қабылдады ғой, иә? Иә. Мен бірінші бұны естіген кезде қатты күлдім. Мен жазып жіберемін ғой. Бұған айтып жатырмын. Мен ауыр қабылдадым. Бұған айтып жатырмын да жаңа. Досымыз ғой. Маған хабарласа да, оны квартираға шығып түсіп, мен квартираға шығып кетсем деймін да. Қуатжандармен бірге. Семьясын үйіңе тастап. айтып ше. Семьяң, бала шағамен Қуатжандармен бірге квартираға шығып кетсем. Біртүрлі емес пе? Біртүрлі? Сонда Қаншаға тұрып жатсыңдар деп. Қуат, Айта бер. Сыртында жарнама болып кетеді деп алып тастадым ғой сонда. Иә, бұл андай ғой бұл. Тастайды деп ойлап қалмаңдар. Басталуымыз ғой. Бұл кәдімгі андай су ғой, әшейін. Ыстық су ше, жердің астынан шығатын. Соны мұздатып холодильникке қойылған су ғой әшейін. Баклажкасы ненге екендігіне ешкім мән бермейді деп ойлайсың ба? Жоқ, баклажкасы тастайдікі ғой. Бірақ ыстық суда бұл жылы су ше, ауылда бар ғой, сендер жақтарда бар, Абайда, Арыста да бар, Түркістан жақта да бар. Сондай суда ішіндегі ем су негізі. Ем болсын іше беріңдер. Ал газетте не жаңалық екен басқа? Иә. Одан кейін Хамит енді Алматыда не жаңалық болып отыр басқа? Алматыда білмеймін ғой, газеттен оқыса оны. Иә, мына жақында енді менің өзім білетінім, енді газетті енді қолға алып жатырмын ғой. Кенни Уэст кеп кетті. Кенни Уэст деген шетелдің әншісі. Кім ол? Кенни Уэст деген братан ғой. Жоқ, Кенни Уэст деген қарадан келген. Осы жазылуы бойынша айтшы атын. Қайт жазылады? Мен ана жазылуы бойынша оқи дегенде көбісін. Кенни Уэст ау деймін. Айтылуы бойынша басқаша болып кетеді екен да ол. Біраз танымай жүрдім ғой ма? Хамит сол келіпті. Эйкон дегендерді баяғыда. Акон деп біздер. Жоқ, сол келген. Сөйтіп, ол бүгін концерт беру керек болғанда. Бүгін ба? Жоқ, жалпы сол кезде келген күні. Полный свет өшті. Ана өткендегі свет өшкен күнге. Иә, құты қашып, кәдімгі ауылдағыда өшіп қалды. Алматыда свет полный. Кәдімгі метродағылар метроға дейін тоқтап, темір жолға дейін тоқтап қапты ғой. Мен тек біздің районда шығарды десем, бүкіл қала сондай болыпты ғой. Қала полный өшіп қалған ғой, иә. Сөйтіп ертесіне беріп кетті концерт. Бәрібір беріп кетті ма? Иә. Шырақпен бере бермеген екен да? Айқайлап па, живой ма? Енді былай істейік, Хамит, бізде арнайы бүгін газетжан жобасында қонағымыз бар ғой.
иә, машалла. актер, таза актер, сақ олжас өзіміздің бауырымыз, досымыз. Енді ол қазір историяларына Бұл келе өзі береміз. менің құрдасым. Былтыр 20 жылдық болды, биыл болды биыл болды ма? өтті. Онда менен бір жас кішкентай. Замандаспыз ғой. Олжас, қош келдің. Рахмет. Қалай жұмыстарың, үй іштерің аман ба? Үй іші бәрі аман есен. Газетчан деген кезде біртүрлі қобалжып қалдым да мен де. Жаңа 17 жыл мен екінші курста соңғы рет аштым бұл газетті. Соңғы оқығаным Сидней олимпиадасының анау чемпиондары Бекзат, Мұхтархан, Ермахан деп әйтеуір киоскіден алып общагаға барып оқығаным есімде да. Міне біздің алтын алып келді 20 жасар бала. Содан кейін агент болып кетті. Содан кейін Mail.ru болды. Ашпадық қой. Енді қазір электрондық газеттер оқимыз ғой енді. Оны енді оқимын деп айта алмаймын қазір. Инстаграм болып кетті. Әйтпесе ауылда Замананы оқыдық, Айғақты оқыдық. Пәленше анау Сәуле деген бүйткен екен, Құралай деген үйткен екен деген небір оқиғалар болды ғой. Сүлеймен Қарақшы болды біздің ауылда. Бірақ бір байқағаным, мен жаңа Қуатжан көрсетіп жатыр ғой енді газетті. Иә. Мына газет біздер ойлаймыз ғой қазір Инстаграм ұстап жүрген, телефон ұстап жүрген жаңалық көп қой қазір. Қай порталға кірсең де әйтеуір жаңалықтар. Ойлайсың, барлық жаңалықтарды естіп жүрмін деп ойлайсың да. Бірақ мына газетті мен жаңа бағдарламаның басында көрдім ше, ашып шымен. Мына газеттің мұқабасындағы тақырып әлі сол өзінің биіктігінде екен ше. Біз бұл жақтан хабардар емес екенбіз. Біздің оқыдық, хабардар болдық, жаңалық тыңдадық деп жүргеніміздің бәрі мына төменгі жақтағы бір жыбыр-жыбыр өсек аяңының айналасы екен. Мен соған көзім жетті да, мысалы, бәнде не дейді? Қауіп неге сейілмеуі мүмкін дейді. Не деген сұрақ мысалы, шындесе. Жоқ, дұрыс қой сол. Ол жек. Сонда рахмет. Шынымен, шынымен мен риза болып отырмын бар ғой. Жас алаш, жас қазақ баяғы. Міне мерейлі марапат дейді. Асылы Осман апамыз мысалы марапатталыпты. Бұны Инстаграмда ешқандай парақша самайды ғой, өткені қызық емес жастарға бұндай әңгіме. Соғы ол жек, мен де осы газетті қолға алып жатырмын жалпы. Бұрын енді тек ұяқ деген кезде ғана пайдалана беріппіз ғой газетті. Одан кейін тағы бірақ жерге пайдаланамыз, болды газет негізі. Срок өтіп кеткен газет ше. Баяғыда мамам мектепте істеді ғой енді. Сол әкелетін газетті. Жас алаш, егемен Қазақстан. Сол кезде оқитынбыз біз. Папам екеуміз міндетті түрде. Ол мен жаңалықтар, спорт бөлімін көбірек оқитынмын мен. Сол кезде нелер шығады, күнтізбелер шығады, ойындар шығады. Енді ол жек қазір не болып жатыр? Жалпы театр жағы. Қазір Хамекең екеуміз Алматыдамыз. Жаңа сөздің жаны бар. Әрең көреміз бір-бірімізді, осы жақта жүріп. Театрда істедім 10 жыл. Мен ол жақтан шығып кеттім мен. Қай театр? Ғабит Мүсірепов атындағы театрда. Ол жерде де газет оқымай 10 жыл өмірім өтіп кетті. Сол жаңасы шақырған кезде осы өте қуанып отырмын ғой. Сол қазір жеке кәсіпкер, әр өнер, филармония, сол екі аралықта әйтеуір нәпақамыз тауып жүрген жайымыз бар. Енді бүгіннен бастап сіздің бағдарламаңыз ұзағынан болса, үйге барып, кішкентай балаларыма газет беріп, міне жаңағы осындай деп көзін ашу керек сияқты Қуатжан. Газет дұрыс бағытта келатсыз негізі, өте. Қуанып, мерейің асқақ болып қалсай. Білімді адам құсап отырып қалайын ба? Бір точкеге қарап ше. Жоқ, рас ешкімнің ойына келген жоқ қой енді сізден басқа. Енді сол осы газет жағын кішкене қолға алмасам что-то Инстаграмға кіріп кетіп жатыр да жастар деп серьезно. Қоғамға жаның ашып қарап та. Мынадан кейін бір 7%. Негізі анау көп адам не қылады ғой. Қазір енді еліме пайдам тиетін жастамын, бірдеңе істеу керек еді деп. Сіз енді газет жағын қолға алайын деп жатсыз ғой енді, Құдай қаласа. Негізі дәл қазіргі мына заманда зияныңды тигізбей жүрудің өзі елге үлкен көмек болып қалады ше. Үлкен елге тигізген пайдаң, зияныңды тигізбей үндемей жүру ше. Соның өзі үлкен пайда екен елге. Дұрыс айтасыз. Дұрыс, иә. Сондай жаңалық менде бір аса. Енді сіздердің әңгімелеріңізден қазір кіре беремін ғой ортасына. Хамит не болып жатыр енді? Кино. Хамекең екеуміз жаңа іс бастап
бүгін түсіріп келдік деп айта берсек те. енді бір кішігірім өзімнің көкейімде жүрген біраз нелер бар еді. Қанша уақыттан бері мен өзі инстаграмда салам ғой өлең оқып кетіп бара жатып. Өткенде мысалы анау Фариза Оңғарсынованың анау мен қайтсем екен деген өлең бар ғой. Мына денем өртеніп барады. Кетсем белде сандалы бар ақшып, менен көрі бақыттау әркімдердің ит аяғын жалаған қара күшік. Сенсіз өмір ме, өлген артық одан да дала құшып. Мынау сенің ызаңнан қыз біткеннің барлығын қорғасам, қорласам ба, шашсам бекен өмірді оңға солға деп жалғаса береді. Сол кезде мен оны анандай қылып түсірдім инстаграмда. Шкафқа қарап тұрып, соның айнасынан жайлап бастадым да енді өзім. Анадай қатты перегіріс жасап жіберуге жол берген жоқпын. Барынша. Иә. Соны сөйтсем астында комментарийлер айтып жатыр да, сіз былайша отырып айта салсаңыз да тыңдаймыз ғой оны дейді да. Неғымай ақ, образға кірмей ақ дейді да. Мен түсінігімде мынандай. Мысалы, кейбір өлеңдер бар. Ол өлеңдерге жан керек болып қалады. Жан. Былай тікелей бір насихаттау форматында айтылған өлең емес та, мысалы. Сен жыладың жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын дегенге ешқандай образ керек емес, мысалы үшін. Оған киініп ап, сен жыладың деп қайтып айтасың. Сен жай ол Мұхтар ағаның өлеңдер мысалы, үйленіп отау көтердің, мінекей сен де балақаз. Ол кәдімгі көпшіліктің алдында бүйтіп тұрып айтқанға деп. Кейбір Мұқағали Мақатаевтың, Фариза Оңғарсынованың кейбір өлеңдері кәдімгі жан талап етіп тұрады. Оны жай айта салу мүмкін емес. Обязательно шифонер. Оны кәдімгі ана кітапты оқыған кезде мен бірден оның жазып отқан кісінің күйін сезінем. Аллаға шүкірші, білмеймін, ол бәлкім басқа сезім бекен білмеймін. Мен сезініп жүрген нәрсе ше. Білмеймін, бірақ анау жазушы жазып отқан ақын ол сондай күйде болды деп айтам, ойлаймын өзім. Мысалы, Абай Құнанбаевтың қара сөздерін жазған кезде, ол кісінің сол қара сөздерді жазып отқан кездегі күйімен Мұқағали Мақатаевтың Фаризаға деген өлеңі бар. Соны жазып отқан кездегі күйін ұқсаттым мен бір-біріне. Анау Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Біріміз бірімізден арыларымыз, біріміз бәрімізден жалғарымыз. Біздерді де іздейтін жан болса егер, жан басқан архивтерден табыларымыз. Сен мен білесің бе? Жаралмаған жан екем күресуге. Жылай жүріп өтірік күлесіңде, жүресіңде қоясың жүресіңге. Бір итеріп, арқаңнан бір шалып, тастағысы келеді күресіңге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Ана бір жер әдемі да. Жанарымды тұманмен тұмшаладым. Серіппесі үзіліп тұрса дағым. Жігітінен қазақтың достап алмай, қызда болсаң мен саған мұң шағам. Ауырларды ойлап бен мұнша халімді. Осы өлеңді, көп адамдар осы өлеңді оқымаған, оны өлеңді ары қарай тереңдей бойламаған адамдар, оны Мұқағалидың Фаризаға деген тақырыбымен ғана ше, андай бір Мұқағали Мақатаевтың Фаризаға деген екеуінің арасында бір лирикалық сезім несінде таратып жіберген да. Мен өз аузынан естідім осыны. Фариза Оңғарсынованың бізге Астанаға келген кезде, студент кезде, біз оғанда сол мен қойдым ба, білмеймін, есімде жоқ. Алдың қатардан біреу қойды осы сұрақты. Мұқағали Мақатаев екеуіңіздің араңызда сезім болған рас па деген кезде, ол кісі осындай түсінікте айтты. Ол кісі түсіндіріп айтты. Қазір мен түсініп отқан неде? Ол кезде мен түсінбедім, бірақ ол кісінің айтқан нәрсесін ше. Бір сол кезде көзқараспен ол кісі әшейін бір көше айналып кетіп бара жатқан сияқты болғанмен, бірақ қазір мен ана Фариза Оңғарсынованың Мұқағалидың қазір несін оқыған кезде ол мүлдем ол жерде ешқандай сезім жоқ. Хамит монша халім деп бітті ғой жаңа соңы, Алматыда қай моншаға барып жатсыңдар енді жалпы? Ауырлар деп ойлап пем, мұнша халім деген сен. Мұнша да мұнша хал демекші. Қай моншаға барып жатсыңдар жалпы? Соңғы рет Сақ моншасына бардық қой. Мен жаңа Хамекеңді жалғастырып жіберейінші. Газет туралы ғой.
Хамеке ана Мұхтар Шахановтың бір өлеңі шықты да осы газетке. Білмеймін, жас алаш па, жас қазақ па. Сол кезде мен сол атама ғашық бола бастаған өлеңдеріне. Ана Отырар туралы бар ғой, Отырардың күйеуі даңқын қайда төс көрілген, 200 мың әскерменен 6 ай бойы Отырардың осал тұсын таба алмау, ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан. Екінші өлеңіне ғашық болдым да. Байқаймысың, жаңа айттым ғой, мына ғажап тамашаны, бір адамға байланысты, бір адамның болашағы. Байыппенен көз жіберсек, асау жылдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де. Бұл замани қағиданың мүмкін беген көнермегі, қоз көрпеш аман тұрса, баян сұлу өлермеді. Исатайды жеңбесе жау, Махамбетті жеңермеді. Қайран ақын тағдырының соққысына көнермеді. Қайран ақын наркескен ой, батыл арман, Исатайдан айырылғанда жер бауырлап жатып алған. О сұмдық-ай, жаулық сезім парасатты паналапты, Исатайдың өліммен Махамбетті жаралапты. Қадірлім-ау, көз жіберші, алыс жолдар өрісіне, бір адамға байланысты, бір адамның жеңісі де. Кейде мені мұқатпақ боп жаулар сені жамандайды, ал егер сен жамандалсаң, бұл әрине маған қайғы. Басымызға шиыр-шиыр күн туғанда күстаналы, кейде мені жеңу үшін жаулар саған күш салады. О сұмдық-ай, жаулық сезім парасатты паналапты, Исатайдың өлімімен Махамбетті жаралапты. Қараш мысалға да. Ары қарай кетті ғой жаңағы. Газеттің несі ғой, газет туралы отыр ғой. Газеттен жаттадың ба соны? Газеттен жаттадым, сосын мен Мұхтар Шахановты іздей бастадым ғой. Компьютер басты жарты адамдар деген кітап шықты ғой. Бітті, мен сол кітаппен ұйықтадым. Содан кейін мына газет содан кейін қалды, содан кейін кітап кетті. Сол мынау сіздің тақырыбыңызға байланысты айтып жатқаным ғой. Баяғыда газетжан. Айта бер. Айта бер. Баяғыда кітаптардың барлығы газеттен шыққан екен, ойлашы. Сондай ма? Мен соны тек ана солай тарау газеттен шығып отырған өлеңдерді, ең алғашқы өлеңдерді, ең алғашқы баспаларды газеттен шыққан. Сөйттім да мен өлең жаздым өзім. Класстастарға арнап, жаңа айтып 20 жылдан кейін туындап отқан нәрсе ғой. Өлең жазған себебім газетке шығайыншы деген мақсатта болды да. Жатқа да білесіз бе өлеңіңізді сонда? Білем ғой. Сол өлең арқылы мен Заманаға шықтым. Шымкентте Замана деген газет болушы еді ғой. Типа бір Замана? Замана деген газет. Болды. Жоққа шығармаймын. Класстастар бүгін бәрің бір жүрсің. Ертең кім қай жерде кім білсін. Кеше ғана ойнақтаған қошақан бүгін енді үлбіреген бір гүлсің. Алда бәрі махаббат та бақыт та таңданамыз өтіп кеткен уақытқа. Ерте ашылған гүлдер солар деген ашылуға ерте әлі асықпа. Төзе білгін ыстыққа да суыққа, пасықтарды маңайыңа жуытпа. Кім болсаң да, және қайда жүрсең де, туған жерді, қазығұртты, атбұлақты ұмытпа деп қадап жазған ғой, ойлаңызшы. Қазығұрт туралы ма? Қазығұртпен жаңа класстастар туралы. Сол мен әлі оқимын ғой. Сол бір 8-ші класста шығардым. Мен 7-ші классқа дейін барес болғам ғой негізі. Сен ақын болып кеттің. Кейін ақын болып кеттім, ана Наурыз класстасым айтпақшы, сен нормальный ақын болатын ең ғой дейді. Ол ақын болмаудың да себебі бар да. Өйткені мына Алматыда Бақыт Беделхан деген ақын бар. Сол ақындардан кейін мен әшейін жай ақынмын ғой, әшейін ұйқастың ақында емеспін мен. Содан кейін вообще өлең жазбай кеттім ғой Ғамеке. Содан кейін міне актер болып кеттім, театрға кірдім. Содан кейін қалды. Бірақ түйсікте бар, кейде шабыт оянып қала ма? Жаз жібере салам бүйтіп. Қош жібере салам. Ана айтыскерлер айтысып жатқан кезде ұйқасын біліп отырамын. Дұрыс па? Жоқ, енді бұл жерде ше екеуің Хамит, сен де әйтеуір өлеңдерің бар жақсы. Хабарым ба? Иә. Сен де әйтеуір өзіңнің өлеңдерің бар екен. Мынау маған сәл не болып қалайын деп тұр да. Біз енді анау ең бірінші бақытым Жоқ, ең бірінші бақытым халқым менің дегеннен қалып кеткенмін мен мектептен. Ондай өлеңдерден мен жоқпын да. Сіз болды деді ғой, мен халқымнан артық бақыт жоқ. Иә, ең бірінші халқым, ең бірінші бақытым халқым менің болды. Мен соларды ғана жаттаған болды. Мына сендер екеуің жота қатты кетіп баратсыңдар. Жалпы әңгіме айтайық. Иә, дұрыс айтасыз. Өлеңдер емес енді. Былай, жалпы әңгіме айтайық. Сол баня деген жаңа сақ моншасына бардық деп жатсың ғой, Олжас. Хамит, қай баняға барып тұрасыңдар деген ғой мына жақта, Алматыда. Мен ұнайтын өзіңе да? Өткенде екеуміз барған қандай баня еді? Арсен бәріміз ба? Пастастақ қоятын ше саған. Арсен бәріміз барған ұнады маған. Арсен бәріміз барған, Нұрсұлтан. Менсіз бардыңдар ма? Сен бардың ғой қыста. Қыстан кейін ба?
съемкаға кетер алдын паравеню ма білмеймін сондай ау деймін. анау пардың ішінен сүңгіп даладан шығатын ба болды. Иә, одан кейін мен айтайын дегенім, осы енді Олжас бір ай болды ғой Алматыға келгеніме. Мына Алматыда Хамам деген баня бар екен. Қандай деген? мына недегі ғой, Хамам. Байтұрсынова көшесінде. Наваиде де бар екен. Екеуі екен. Сол баняға бардым. Сол баняға бір барып көріңдер. В общем, барғың келе береді. Қанша пар бар екен ішінде? Ішінде 1, 2, 3, 4 пар бар ой деймін. 4 пар бар, іші кең. В общем, бәрі бар. Сағат сайын ішінде жаңа өзінің банный нәрселері болады. Жаңағыдай парда. Чеснокпен. Иә, чеснокпен, анамен. Чеснокпен зор ғой, а? Қатысқансың ба чеснокпен? Қатысқам ғой. Сол баняда кірсем, андай бір сағат па өткеннен кейін ғой енді. 1-2 парға кіріп жатып демалып жатсам, розыгрыш деді. Розыгрыш деді? Иә, баняда. Не айтайын деп тұр. Иә, сода. Иә, розыгрыш деді. Ол қалай жүзеге асады екен розыгрыш? Сол, розыгрыш деді. Не болып жатыр деп ем, сөйтіп ем, просто так номерокпен мына жерге жақындап тұрсаңыз болды, қазір шақырғанда деді. Бәріміз. Ұтып қалсаң. Иә. Қолыңдағы номерогың бар, ящегіңнің. Сонымен жақындайсың. Ар жақтарда болсаң қалып кете бересің болды. Басқа жақтарда жүрсеңше, сол жерге жинайды да 10 адамға 10 мыңнан ақшалай сыйлық таратады. Номерок, лотереяға ойнатып. Пардың ішінде отыр ма ол? Жоқ, сыртында, ішіндегі баняның ішінде, общий жерінде, жүретін жерінде. Сөйтіп ойнатып жатыр. Ең соңындағы адамға 20 мың теңге береді екен. Сөйтіп, онымен қаяқтан білейін енді мен, ішіне баняға, парға кейде кешке егесі кеп қатысады екен. Өзі? Егесі кеп сол жердің ше. Ой, красавчик екен ол кісі. Сол егесі келген қаяқтан білемін мен. Ой, егесі екенін де білмеймін. Сөйтіп адамдар кіретін бол, парға кіреміз деп бәрін жиналады ғой алдына. Есіктің алдына жиналып тұрмыз бәріміз топырлап. Сөйтті дағыны кіріп атқан кезде ашып тұрған, ішіндегі балдар емес парт дайындап атқан. Үлкендеу мужик та. Сол ашып тұр екен. Сөйтіп давайте, кіріңдер, үлкендерді жіберіңдер. Сөйтсем сол егесі екен. Жаңағы. Оны білмеймін мен. Есікте тұрған? Есікте тұрған. Сөйтіп кіріп, өзі есіктің аузында тұрады. Шығармайды ешкім? Шығармайды емес, енді жүрегі қысылып жатқандар шығады ғой үлкендер. Бірақ былай алдында тұрады, тыныш саламыз деп артық нәрсе айтпаймыз. Сонымен бір кезде парға кірдік, жаңа братаннан кейін артынша біреу мынандай магнитофонмен кірді ғой. Магнитофонмен кірді. Сонымен қойды. Патриотический. Сонымен осындай пар болады, анау деп айтты бір ауыз. Сөйтті дағына біреу бүйтіп отыр еді ше. Мазасы болмай отқан адам ұсап ше. Бүйтіп отыр еді. Жаңағы братан есіктің аузындағы тұрған айтты. Сен неғып басын салбыратып отырсың деді. Сөйтіп анау, деп тыныштық па деп қалды да бүйтіп қарап қойды. Қазақтың жігіттері басын көтеріп жүру керек. Еңсеңді көтер, кән тұрш денеңді көрсетші деді. Сөйтті да тұрды да бүйтіп денесін көрсетші. Сөйтіп еді, мә деді, 10 мың теңге. 10 мың теңге берді. Сонымен осындай арамыздағы, осындай әрдайым осы бізге келетін үлкен бір ақсақал көкеміз отыр деді да, көкеме 20 мың әберіп жеріп жатыр адамдар. Көкеме ар жақта отыр, алды. Сөйтті да, бір мына парды бір шулатып жеретін бір нағыз қазақ бар ма мына жерде деді. Сөйтіп еді, үйреніп алған ана жерде бір екеу. Орнынан тұр, мен айтайшы деді. Сабақта отқан адам ұсап. Сөйтті да, орнынан тұрды да, біз қазақ, бірдеңе. Кәдімгі өлең құрап кетті анау. Баняның ішінде? Иә, өлең құрап кетті. Әлі пар басталған жоқ. Әлі пар басталған жоқ. Айналдырып атқан жоқ әлі. Бірдеңе. Деді анау. Шапалақ oldu ішінде. 20 мың. Сөйт, мен ойымда ештеңке жоқ қой. Отқам пар басталса болар еді деп. Елімді басқаша сүйем ғой мен де қойса. Отқам бүйтіп, сөйт, бітетін шығар қазір. Сөйтіп ем. Енді
жаңа братан егес енді мына біздің баняда даусыма жаңа магнитофоннан шығып жатыр ма? жоқ өзі Өзі. әлі ол қосылған жоқ Микрофон магнитофон. жоқ, иә магнитофон қосылған жоқ. Сөйтті да енді арамызда осы бүгінгі біздің баняда бір қонағымыз келіп қапты. Қазақстанға танымал жайдарманшы осы бауырымыз отыр екен. Деді да 20 мың берді. Саған берді ма? Иә, 20 мыңды алып алдым. Түсінбей қуанып қалдым десең. 20 мыңды алып алдым. Анаң ішін бәрі парда отырмын ғой, Хамит. 20 мыңды ұстап ағам. Қағаз. 20 мың құрғақ су қылмай отырмын. Суламай ше кәдімгідей. Сөйтіп ем. Барынша ма? Иә, барынша. Терлетпей дейсің Иә, ғой. сөйтіп бір сәл кішкентайлау бала отыр еді. Кішкентай бала айтты. Тұршы ана батыр деді. Батыр, ана бала, кішкентай бала ғой енді. 4 оқитын ба, 5 оқитын ба, папасымен отыр. Тұрып еді. Міне, молодец деді да. 10 мың теңге берді. Сонымен ана біреуге берді, тағы біреуге берді, беріп келіп атты да. Сөйтіп, жаңа ғана айттым ғой. Қазақстанға танымал жайдарманшы отыр деп деді. Жаңа братан тағы. Ой. Өзім 5 мыңмен кірген баняға. Өзім 5 мыңмен кірген, 5 мың теңгемен. Баняға. Сөйттім да, сәл уже құнығып қалдым мен де енді. Сөйтіп отырым. Тағы берер ме екен? Иә, сол отыр ғой. Жаңалы бері айтып жатырмын. Неменеге шапалақ ұрмайсыңдар деді. Бәрі шапалақ ұрды. Тағы 20 мың. Ше? Сөйт парды бастаймыз деді ғой. 40 мыңым бар. 40 мың қалтада. 40 мың қолда, құрғақ күйінде. Парда отырмын бірақ. Шорты ма, полотенс ма? Шортиым. Болды. Бассейн, Сол дұрыс. Сөйтіп ем, тыныш отырамыз деді ғой енді. Айналдырады ана біреу ше. Кәдімгідей. Ара асырайтын адамдар құсап ше андай бірдеңемен ше өзі. Болады екен ғой, сондай мен айналдырды бүйтіп. Музыка қосылды. Осы Алматыда ғой, а? Алматыда ғой, Наваидың бойында ғой. Ненің? Наваидың бойында ғой. Наваидың бойында, Хамам деген. Сөйтті дағына музыка қосылды. Қазақтар бар ма деді. Деді, бәр. Зор анаң ше, стресс шығарғанға ше. Сонымен отыр, рухты әндер жібереді екен ше. Рухты әндер. Жаңағыдай. Алаш әндері. Иә, алаш әндері. Жаңағыдай. Мінемде шабамын аңғарлар қаптап, тек осындай әндер кетіп жатыр. Бәрі билеп отырады кәдімгідей өзі. Билейді енді арасында бүйтіп рахаттанып отыр ғой бәрі. Сонымен бітті ғой. Жаңағы. Шықтық бәріміз. Қабая да қалдың ба? 40 мыңды апарып шкафқа салып келдім. Сулап қалмасын. Иә, құрғақ күйінде. Салып келдім. Сөйттім да. Бір ойым қайтып кетсем дегенде қоям десе. Сөйттім дағына. Жай қайттан пар жаққа жақындадым. Қашан болады енді тағы да деп. 40 мыңға бар жігітсің ғой, мен жерде, иә? Иә, 40 мыңмен жүрмін. В общем, қазір болады деді братан. Братан бар кезде қазір болады деді. Жарты сағатта қайттан. Тағы да кірдім ғой. Енді бұл жолы, алмаймау деп отқам. Енді бермейді ғой деп. Сөйтіп отырым, бірақ андай алатын жерде отырдым ше, екіншісінде уже. Алатын жерде отырдым да, біреу арқылы алмай, өзім қолым жететін жерде отырдым. Сонымен менен бастады ғой екіншісін. Қойш. Қазақстанға танымал жайдарманшы. Ол кісінің есі дұрыс па екен? Иә, жақсы кісі, просто жаңағыдай да өзі сөйтіп. Жоқ, баняға шақыру сияқты ол ше. Баняға клиентті шақыру, тарту сияқты. Баняға шақыру. Баняға шақыру, бір адамға 40 мың беріп. Тұра тұршы, баняға ше. Баняға ше, үйтіп шақырмай-ақ қой, іші құмырсқа болып жатыр онсыда да. Оның адамы көп баняда. Ол ешкімге мұқтаж болып тұрған жоқ ол баня. Негізі ме? Дәл қазір, иә, өйткені. Просто ол интерес өзіне от души как. Сөйтіп кіріп таратама сондай шығар енді, көңілі дұрыс шығар жалпы. Өзі рахат алатын шығар. Иә, өзі рахат. Тыныштық табатын шығар. Парға да дұрыс екен, өзі де. Сонымен тағы да маған берді. В общем, қанша берді бұл жол? Бұл жол тағы бір 15 мың ба берді бір. Со 55 болды деймін. Со 55-пен
до конца отырмай шығып кеттім ғой. иә Жуынып шайынып ше. Біраз болып қалған бұл жүргеніме. әлі енді сәл болсын кішкентай болсын қауіп бар ма ақ қоя ма деген. Жоқ, иә алып қойса алып қоятын шығар енді. Каспийге аударған жоқ қой, наличка беріп жатыр ғой. Бірақ сондай екен. Ана баня ше. Қай жерде екен? Ол жерге барайық та онда. Иә, Навайдың бойында, в общем, 4 поэзия оқып. Хамам деген баня, құрметті достар, бұл жарнама емес. Мен сол жерге бардым, маған ұнады, в общем. Екеуің сол жерге алып барайын. Болды. Баняға ше. Барайық. Сендерді де ол таниды ғой енді жалпы. Мен баняға түскім келіп кеттім мен сен айтып отқан. Бірақ енді ақша үшін бармаңдар енді, бірақ баня жақсы негізі, пара анау мынау. Жақсы. Соны Жоқ, ақша үшін емес, мен ана есіктен кіргізіп тұрды Пары дұрыс. елестеп кетті да. сен парға жақсы отырасың ғой, Хамит. Пары дұрыс. Өткенде біздегі ұлан бар ғой, Иә. сол туған күн істеді. Сөйтіп баняға бардық, бар сақ банясы деген баняға. Сөйтіп енді ана жерде дәу екі жігіт кәдімгі. Екі жігіт келеді екен. Вот екінші ма, үшінші ма, төртінші ма парда уже. Біріншісінде бір әртүрлі нәрселер істейді екен, в общем. Бір айналдырып пар жасап кет. Неңді бір арқаңды бір ұрып кетеді екен. Арасына су шашады екен, үстіңе анда минеральный су құяды екен, бүйтіп блогын шешіп, газымен мариновать етіп. Аяғын тұрады екен бірдеңемен. Сондай бір нелері бар өзі. Бір үшінші ма, төртіншісінде кәдімгі веникпен ұрған кезде кәдімгі үлкен кәдімгі екі бауырымыз келіп ұрған кезде жатырмыз ғой енді. Бете дегенде екеуін ұрып атқан кезде екеу былайша отырады екен, дайындалып ше, денесі қызып. Сөйтіп ана екеуін ұрып жіберген кезде сен жатасың да. Мен жаттым, анандайға дейін, енді мен қанша жылдан бері шомылып жүріп қой енді. Баняда ананды ыстық парларды да көрдік, неше түрлі вениктерді де көрдік. Енді есебіне бара бер, кәдімгі болды деп айтуға дейін бардым ғой мен ше. Барынша шыдағанымның өзінде ше, шыдап жатым, зор басталып жатыр, әдем келатыр. Аны қатты бүйтіп, жайсыз емес, бірақ қатты ыстық қылып жатыр. Ұрған кезде кәдімгідей, енді айбай болды дегенге дейін келді ғой. Болды дегеннің өзін айту ана әдеттегідей шықпайтынын түсініп тұрмын ше, аузыңдан ше, жаңағыдай қиналып шығатын сияқты, болды деген сияқты ше. Өткен менің алдымда елекеңдер жатты да, елекеңдер кәдімгідей андай звуктар шығарып қалды ғой. Деген ше. Сол кезде біз жақта күтіп отырдық кезек. Сөзі біраз мазақтаған, елеке басқаша звуктар шыға бастады ғой деп. Сөйтіп ана күйді мен де кештім ғой. Апарады екен сөйтіп. Ана нені сыпырғыны басып қалған кезде арқыңа бір жанды өшеді екенсің ғой. Кәдімгі поқ өтші. Сөйтеді екенсің ағана далаға шыққан кезде. Ана жерде ұланның басқа анау жұмыс жағынан достар, таныс нелері келді, жолдас олар. Біз бардық достары бұл. Біз жақтан бесеу, ана жақтан бесеу келді. Басына амандасып, не қылып, сыласып, қатты бүйтіп общение де болған жоқ, сөйтіп не қылып атқанымыз ғой. Бірақ жаңағы вениктен кейін шықтық қой бәріміз. Бәріміз андай не болып қалдық қой. Бір-біріміздің қалімізді шынымен түсініп қалдық қой жерде ше. Жалпы негізі баня деген Хамит түсінген адамға, или біз жас келгеннен кейін ба, білмеймін. Бірақ мен өзім осы бір демалатын, осы банямен ғана демалам қазір. Дәл қазір да. Баняға түскім келіп тұрады болды. Иә. Мен үшін сол кайф демалыс олжас. Енді басқаларының кайфы қандай екен білмеймін. Баняны бір түсініп алған адам, ол болды соған үйреніп қалады уже. Болды ғой. Баняға үйренді болды. Бұл 3 күн 4 күн сайын, или бір апта сайын барады обязательно. Күніге баратындар бар ғой. Иә, күніге бару енді білмеймін енді ол. Күніге сондайлар бар, күніге. Бар. Жұмыстан келіп, күніге. Аядин сондай еді ғой. И медиттердің досы. шкафы барлар бар ғой. Шымкентте шкафы бар ше. Киімдерін алмайды. Бір адам бар еді да. Баня негізін таниды екен да. Бір шкаф бар да. 70 деген сияқты ше. 70 шкаф. Жаңа братанның шкафы ғой. Просто ол ашин келеді баняға.
сол шкафын ашады да түсет қайтып қояды, аналар өздері кептіріп реттеп қоя салады, қайтып келе береді. Жаңағыдай ол бір күн 2 күн сайын келе береді. Шайнап Қазір арнайы бір шкаф. үйреніп қалған сол баняға егесін таниды ғой. Егесін таниды. Алтын бу емес па, не деді? Жоқ, не деген болатын? Анвар деген болатын. Қайнар? Анвар. Оны білмеймін. Анвар деген болатын Старый городта. Білем, естіген. Сол жерде болған. Мощный баня. Жабылып қалды ол қазір. Мына алтын бұлақ деген бар Шымкентте, білесің ғой, Колсыз. Иә. О жерде кілең көк бар. Сол емес па алтын бұлақ екеуміз баратын? Иә, сол ғой. Сол ғой алтын бұлақ. Иә. Дархандағын айтасың ғой, ол жерде де мен соңғы рет бардым. Көк баршылар жүреді. Түркістанға бардың ба сен? Шымкенттегі баяғы? Жоқ, бармаған мен оған. Сен барған шығарсың. Қазір бұзып тастады. Мен негізі баняға көп бармаймын негізі ше. Арнайы өзім езетін адам бар, жаңа класстасым Наурыздалы боламын. Сол енді өлтіріп езет жаңа сен құсапа шақ етіп бір өшіп жандырады. Неқі білмеймін, келем. Жаңағыдай ақшаға бала бармасам бұл жақта езетін адам жоқ та мені. В общем, Олжик, короче, мына бір әңгіме айтып берейін. В общем, үш жігіт кәсіпкерлер, бизнесмен. Бізде осында да жалпы. Кәсіпкер болғанда шаруа өзінің тірліктері бар ғой. Сол үшеуі жылда әр елге шетелге шығады екен. Үшеуі. Әр елге Европаның 3-4 мемлекетіне барып келсе, бір жыл, келесі жыл тағы да Италияға, жан-жаққа да бүкіл неге шығып жүр, аралап көріп жүр. Сөйтеді дағына Европаның бір жеріне барады ғой бұлар. Қай қаласы екен есімде жоқ, қай ел екен. Европаның, Хамит, Европа деген жалпы негізі көп жері абайлап бармасаң өте қымбат екен ғой. Европа ма? Европаның кейбір жерлері өте қымбат екен. Екеуміз бір жерге отырып 250 мың теңгеге бір обед ішіп кетуіміз мүмкін екен, абайламасақ. Сондай жерлері бар екен да? Мүмкін. Түсініп отырсың ба? Иә, сондай. Алғашқы барғандарға. Иә, сондай жерлері бар екен, біз білмейміз. Жоқ, сыртқа саяхатқа шығар кезде ең бірінші айтылатын нәрсе сол ғой. Кәдімгі сәл-сәл сұрастырып, не қылмасаңдар қымбатқа түсіп қаласыңдар деп барлық жерде айтылады. Сол тамақ-памақпен қымбатқа түсіп қаласыңдар деп айтады. Сөйтеді да үшеуі барғанда, үшеуі әшейін кофе, анау майда шүйде бірдеңелер алып ішіп барған кездерінде, барған күні. Сөйтіп алдында да сөйтіп бір-екі елді аралаған кезде де қатты көп қыдырмаған ба бір нәрсе ғой. Сөйткенде біреу айтқан ғой, ығыр шығып кеткен да. Бір адам құсап демалайықшы деген ғой, не болды сендерге? Ана екеуіне ше. Аллаға шүкір, сенің де анау тірлігің бар, строительный магазиндерің, сенің ана шаруаң бар, менің де әйтеуір жылдық доходтарымыз бар, айына түсіп жатқан табысымыз бар, Аллаға шүкір. Не болды сонша жүрсің? Не болды сонша? Гостиницаға айналып келіп, мына айналаны ғана көріп жатырық. Барайықшы бір жерге деген ғой, мықты бір жерге. Сонымен екеуі мән бермей, бопты онда, өзің қарасай деген ғой, неден, картадан. Жақсы жерді. Сөйткенде бұл бір жерді қараған картадан. Сонымен мықты бір ресторанды көрген. Сонымен сояққа баратын болған ғой. Үшеу. Сөйтіп бұл такси шақырған, ары бер, сонымен ана екеуін алып барған. Сөйтіп барған енді бір әжептәуір үлкен дейді заведение. Дәу дейді, бір 200 квадрат па, 300 квадрат па. Кәдімгі мықты жер екен, көрініп тұр дейді. Сөйтіп кірген жерде оң жақта мексиканецтер тұрды дейді да, мексиканецтер, живой состав. Ше? Европада. Гитарамен, енді мексиканец па білмеймін, бірақ мексикан нелерінің киімдері. Испанияға жақын шығар онда. Испания жақ қой, иә. Сондай ау деймін. Киімдерімен, ше? Барабан. Испанияда да сондай ғой ұлттық киімдер. Иә, барабан, анау-мынаумен. Испанияда 7 жыл тұрдым ғой. Живой состав қой, Хамит, живой состав кірген жерде. Сөйтіп біз кіріп кеп отырып едік дейді. Бір жерге жайғастық дейді. Отырған кезде дейді, ар жақта біреу ше, гонг ұрды дейді ғой. Гонг ше. Барабан сияқты мынандай. Бір рет ұратын. Иә, бір рет біреу ұрды дейді гонг. Сөйтіп ет, ана живой состав ойнап кетті дейді ше. Живой состав, музыка, адамдардың бәрі шапалақ ұрып жатыр дейді ішінде ше. Біреу тұрып билеп кәдімгі. Сөйтті дағына. Отырып мән берген жоқпыз дейді. Енді кішкене қызуы бар ма жаңа біреуі? Гонг ұнап қалған онаған. Ұрғаны шанан. Доң. Иә, бәрі шулап кетті, музыка ойнап кетті 5 минутқа.
сонымен отырып туалет сұрағанда туалетке шыққысы келіп сөйтіп туалет тура сол гонг жақ екен да. Туалетке кетіп барады ше, туалетке кетіп барады, гонг тұрған ғой мынау. Өзі ма? Иә, барабан баң Ұстайтын алып ұстайтын, анда ілініп тұр да анаусысы, ұстайтын алғанда баң ұрған. Қайттан енді арада 10-15 минут өткен ғой ана ұрғаннан кейін. Аналар ойнап кетті, өлең айтып кетті дейді, короче. Сонымен мынау мән бермей бір қарап, аналарға көзін қысып туалетке кетіп қалған ғой. Сөйтіп келгенде, короче, әңгімелесіп отқан, заказ берген аналар, анау-мынау ішіп жеп отқанда, сөйткенде жанындағы досын айтқан ғой. Қызып отырып айтқан шығар енді. Досым деген ғой. Ананы ұрш деген ғой. тағы да. Арада бір сағаттай өтіп кеткен Хамит. Ұрш деген ғой барып. Қойшы, не аласың деген ғой. Отыра берейікші, әдемі отырып қой деген. Жоқ, ұрш деген ғой. Зор ощущение аласың деген ғой. Енді бұларға внимание жетіспейді ғой, ешкім танымайды да қояқта. Үшеу-ақ жүр ғой. Тем более бірінші рет көріп тұр, бір ерекше бірдеңе істеу керек болып тұр ғой. Иә, бір нәрсе істеу керек болып тұр ғой енді. Сөйтеді да екіншісін қоймай жібереді ғой. Екінші барады да бір ұрады. Бәр жаңағыдай музыка ойнайды, шапалақ ұрады. Адамдар да ауысып жатыр, клиенттер, басқа адамдар да келіп отырып жатыр. Шапалақ ұрады, сөйтеді да анау тағы да ұрады ғой, 2 рет. Анау басында 1 рет ұрды біріншісі. 3 рет болды ғой. 3 рет болды. Сөйтеді да зор екен дейді ғой анау екіншісі келіп. Анау Ван Дамның киносындағыдай да, иә, сөйтеді да ана не болады мынаның соңғы қазір? Иә, екеуі отырады да, ұрып қойғандар ше жаңа гонгты. Екеуі отырады да ана үшіншісін айтады ғой, үшінші нормально болып қалған, уже қызып отыр да. Досым, ұрсай өзін дейді ғой барып ше. Арада 1,5 сағаттай өтіп кеткен. Қызық болып кеткен ғой же. Иә, 1,5 сағаттай өтіп кеткен ғой, ерігі ұрып жатыр ғой уже. Адамдар ауысқан, қонақтар. Нау барады да 3 рет ұрады ғой Хамит. Артын. Музыка ойнап кетеді, адамдар шулайды бәрі. Сөйтіп келіп отырады, сөйтіп 2-3 сағат па отырады да. Қой тұрайық, жақсы отырдық дейді ғой, жақсы жерде отырдық дейді ғой. Айналамыздағы адамдар да жақсы деп ше. Счетты алдырайық дейді ғой. Счетты алдырса 25 миллион ба, 30 миллион ба болып кеткен ғой счет. Хамит, біздің ақшамен ше. Сөйтсе, ана гонгты ұру деген, андай екен. Бүгін мен деген белгі екен, заведениедегі бәріне ше. Бүгін мен көтерем. Қош. Өңшең кетіп қалғандар отыратын жер екен. Миллионерлер кетіп қалған жағдайлар ше. Бүгін мен деген сондай не екен ол, сондай не береді, мағына береді екен. Бүгін менің атымнан дың ұрып кетеді екен да. Барлық адамның счеты. Барлық адам счеты. 60 адам отыр ма, 60 адам счеты. Аналардың құрметінен аналар ұрады екен да, Аналар, ұрады, анаған рахмет айтады. Бұлар 6 рет ұрған ғой, адамдар ауысқан, қанша адам жеп кеткен ғой тамақ. Сол 25 миллион ба, 30 миллион ба болып кеткен ғой біздің ақшамен есептегенде ше. Сөйтіп ақшалар жетпей, посолдан адамдар алдырып, қарызға ала тұрып, үйтіп, шетелге шықпайтындай болып кетті біраз уақытқа ше. Қой көрмеген қолап өлтіреді деген сияқты ма? Қарсы дата бойы. Абайлап жүрмесең де қиын да. Біліп ал, Абайлап жүрмесең де қиын ғой, шетелге барып мысалға. Жоқ. 6 рет ұрса 5 миллионнан болып тұр екен да. Адам білімсіздікпен надандыққа барады дейді. Сол сияқты ғой жаңағыдай. Оны сұрап білу керек, бұл не бұл? Бұны қалай ұрамыз сөйерде біреуден ше? Ұрғанда не болады? Ана біздерді тұрғандарға ақша береді ғой, қана өлең айтатындарға, өзі клиенттерге. Бөлек. Бөлек өздеріне ғана береді да, мына өлеңді ұрып жіберші дейді. Иә. 3 рет болсын, 3 рет айта береді, ақша берсе болды. Бірақ ана гонгмен сондай шығар да ойлап тұрмын, счетты бәрін төлейді дегенің масқара екен. Қиын ғой. Енді Олжик, в общем, олигархтар отыратын жерге барып қалған ғой Хамит. В общем, Олжик енді осы уақытқа дейін жалпы енді бұл Хамит, Олжас бұл енді таза бітірген актер ғой енді. Біздер әйтеуір
басқа жақпен келіп қалған адамдарымыз ғой жалпы. Олжас бітірген актер, одан кейін бұл жаңағыдай әбден машық көрген біле ғой бұл. Бұл біледі ғой уже. Қай жерде жүрмеді бұл? Иә, бұл не қандай болатын, қай жерде қалай, бұл кинода мысалға жылайтын да жылау керек болса жылап береді. Екі Мимино мен ана кім болып та шықтыңдар ғой. Бақтан кейге бітсеме. Кино вообще. Айтпашы, поверить не могу. Айтпашы. Енді мен Олжас, сен осы уақытқа дейін примерно енді жобалап қанша киноға түстің? Осы күнге дейін сериалы бар, анау бар. Бір 10-15 шақтысына түстім ғой. Менің ең алғашқы кино мынау Көк тарландар деген кино. Военный кино. Военный кино. Военный кино. Қандай? Көк тарландары. Көк тарландар. ТШП-да болған. Парашюттен секіріп, ең бірінші Рүстем, иә? Рүстем Жанаманов, Жалын сен, сосын біраз актерлар болды. Біраз актерлар, Нышанбек, Жұбанай, бәрі сол жерден шықты ғой, сол кинодан. Ең бірінші кино сол кино, солдат болып Ол қай жылдар еді? 2014 бұл. 14? 2014. Енді Ол кезде тарлан емес пен әлі? Ол кезде жай арлан едім ғой мен. Жоқ, 15-те бардық қой біз, 15-16 ғой, иә. Енді Олжик осы түскен киноларының ішінде жалпы бір үлкен кино болған шығар арасында. Үлкен кино болды, Жақсылық Үшкемпіров қой. Жақсылық Үшкемпіров атамыздың. Полный метр деп айтады ғой. Қазақ фильм түсірген ең үлкен кино сол мен үшін. Енді ол жаққа қалай келдің жалпы, қалай болды? Соны қызық қой бізге, соны айтып берсей. Иә. Нап сен түсің именно сен. Мен өз басым оны Жақсылық Үшкемпіровті сенің ойнап атқаныңа қуандым. Енді оған өте оңай болған жоқ. Мен Жаным менің деген бізде фильм түсіріліп жатты. Журналистер туралы, Серік Абашшақ, көп кәлең. Сол фильмға түсіп жатқан кезде сол жерде бір Құралай деген кастинг қыз айтты. Мә, Олжас аға, сіз бар ғой. Жақсылық Үшкемпіровке барып көріңізші деді маған. Мен өтпеймін дедім бұл киноға. Өйткені ол мемлекеттік қаржыландырып жатыр, қазақ фильм. Өйткені талай кастингке барып өтпей келесің деді. Иә, үлкен кино еще. Хабарласамыз. Қойшы деді. Көңіл қақ кетеді ғой. Иә. Бір барып көрсеңізші деді. Жүре бердім. Бір аптадан кейін ба қазақ фильмнен өтіп бараттым да, просто кресло іштедім ғой. Сөйтсем біреу бүйтіп теріс қаратып, бланк толтырып жатыр екен да. Теріс қарап қарамайды да. Есігін тоқылдатып, саламатсыз, мен осы кастингке келіп едім. Анау бейнесін толтырасаңыз деп қараған жоқ, маған мән берген жоқ. Қараса не болатын десе. Толтырып жатыр едім, бір кез ана қыз кім есіміңіз деді, бүйтіп маған қарады да, орысша сөйлеп қалған ғой, біз жақта білесің ғой. Подождите деді, біреу шақырып келді осы. Сөйтті де Бақыт Қайырбеков деген рак ауруын жеңіп, ойлаңызшы, рак ауруын жеңіп, сол жерде қазақ фильмінің президенті болып тұр и режиссер болып тұр осы киноның. Маған тұрды да, сен Жақсылық Үшкемпіровтің баласы емессің ба деді маған. Ұқсайтсың, сен қатты ұқсайсың. Жоқ дедім, қазір барда мына жақтан оңға бұрылсаң костюмерный бар, СССР деген спартивтің кейіпкерші деді ғой. Деп кішкене от жана бастады. Мен что-то барсам жөтел бір кемпір костюмерді 40 жыл істеген. Ана темекін бітейін деп қойған несінен бастады ғой, Соңғы осынша қалғанынан бастады ғой. Деп қарады да, маған қарады да, айуан ғой болды. балам сен өттің деді ғой маған. Апа, аузыңызға май дедім, қаяқтан біліп. 10 Жақсылық Үшкемпіров келді, вообще не похоже, ты вообще похоже деді ғой маған. Бірден сөйтіп айтты. Сөйттім де спартивтің киіп ем, айнаға қарап тұрмын ғой былайынан. СССР, шаш деген сәл-сәл өскен. Бір Аллаға сыйындым дедім да. Қайырбековтің алдына барсам, уже художник, кастинг, адам деген тофырлап кеткен. Кірді де бәрі бір-біріне бүйтіп қарады. Доскіге план сызып қойған ғой, осындай, мына жерге барамыз, Украина, Белоруссияға барамыз деп. Не істейміз, планды өзгертеміз ба деді, короче. Мен түсінбеймін. Бірінші сұрақ, 100 аласың ба дейді да маған. Қанша? 100 аласың ба дейді суға. Мен 100 алған емес, күрес аласың ба деген сұрақ болу керек қой негізі. 100 алам дедім. Сөйтсе Үшкемпіров Жақсылық атамыз Талас өзенін 100 өте беретін адам болған екен ғой. Өзеннен ба? Талас өзенін 100 өтіп кететін адам болған ғой. Талас өзен. Сол көзбе-көз көрмеп пе? Жүзіп өтетіндей өзен бе екен ол? Кешіп өтетін емес пе? Ол ағыс қой деп ағып жатқан, соны жүзіп өтіп кетеді екен, ойлашы. Күрес аласың ба деп екінші сұрақ қойды. Күрес алам дедім, бір художникмен күрестірді мені. Сол жерде.
мен ана Бағдәулет деген күрес бар. Бағдәулет деген өзім Борис класстасым бар еді, сол баяғыда спорт школаға Бекзат Саттархановға барып бір-екі приемдарды үйреніп алған, бүйтіп артқа өту қылықтары бар да Бористердің, бүйтіп жүреді постоянно художественный күрес бар. былайша жүргенде де сөйтіп жүреді бүйтіп олар. жүреді, олар қылықтары біртүрлі ғой. Иә, деп жүреді ғой. Художественный күрестің артына өтіп кеттім, короче. Ана киноға өту керек қой, не болса да енді. Бітті ғой. Артына өтіп кеттім, бір-екі жан бастадым. Салмағың қанша деді? Ол кезде салмағым менің 69. Ал Үшкемпіров 48 килограмм ғой салмағы. Жасым нешеде? Жасым 29-да, ал Үшкемпіров 29 жасында алған да. Олимпиада чемпионы. Жас келіп тұр. Салмақ келмей тұр. Қуасың ба деді. Қуғаныңыз? Туам шын айтамын дедім. неменің бе? Мен туам дедім ол жерде. Хабарласамыз деді ғой. Өтпейтін болдым ғой деді. Хабарласамыз деп жіберді. Машинаға мініп Әл-Фараби. Өтпедім дедім менші. Тура үйге жақындаған кезде звондады. Кастинг. Ол жасаға сізді ұнатып тұр, осындай. Гонорар ойыңыздағы бағаны айтыңыз. Келіңіз деді ғой, қайттаншы. Ойлаш. Ойыңыздағы бағаны айтыңыз. Ойыңыздағы бағаны айтыңыз деді. Мен өзім сол кезде енді үй алған кезім. Ремонт жоқ, ескі құсқы кәдімгі баяғы анау бере салады ғой үкімет мәмә деп. Барамда, короче, 1 миллион деп айтам деймін ғой, 2018 жылы. 1 миллионға келсе. 19? 2018-де. 18. Ол кезде 1 миллион деген ақша Хамеке. Көп ақша анау. Мынау әжептәуір бағамен барған айтам да. Сөйтіп 1 миллион деп айтам деп кіргізіп жіберді продюсердің алдына. Ішкі толқыны сұрып тұр, бірақ білдіртпеймін. Так, Олжас, сізді өте ұнатты, осындай вообще сіз қатты ұқсайсыз, жақсылық Үшкемпіровке осындай гонорар 5 миллион деді ғой. Полный түскенге. Ойлашы, мен 1 миллион деп барғам, өзі гонорар 5 Сен миллион. айтып қойған жоқсың ба бірінші? Жоқ, айтқан жоқпын ғой, өзі айтып отырды да, гонорар 5 миллион деді да, мен түрме бүйтіп қарады, түрме бүйтіп бұзылған болып кету керек. Устраивает деді мағаншы. Мен тұрмда устраивает дедім, жайшы. Вообще устраивает болып тұр ғой негізі ол. 1 миллионнан 4 миллион қосылып тұр ғой. Устраивает. Болды онда деді да, тақ сүйер договорға қол қойдым былайынан. Сөйтті да. 5 миллионның бәрі. Жоқ, қарасаңшы, қол қойдым да. Болды ғой, қол қойылды. Шкафты ашты да, шық деді. 300 мың теңге мә деді. Мен тұрдым да, аванс па дедім бұл. Түк көрмеген ғой, бірінші полный метр. Жоқ, бұл аванс емес, бұл сіздің ертең жүріп тұруыңызға, ертең ана Белоруссияға барасыз, сізге как осындай 5 миллионнан бөлек деді. Бюджет қаяқтан кетіп жатыр сонда? Мемлекет қой, Мемлекеттік кино ғой. Содан ана 300 мыңды қалай қысып алғамды білмеймін. Осы қысында рахмет дедім да, ішкі толқыны ұстып тұрып папаға звондадым. Папа, мен Үшкемпіров кеттім. Қойшы дейді. Оларға қызық та емес. Бопты деді. Үйге келдім де 300 мың, 250 мың үйге лақтырдым да 50 мың теңге мен Беларусьқа ұшып кеттім ғой мен. Ұшпай тұрып дайындық болды. Мен Демеу Жадыраевтың тренері, Демеу Жадыраев кәдімгі. Кім еді ана Таңатар әкім бар ғой. Сонымен сен дайындықта боласың, салмағыңды тастайсың, кішкене мына жерлерін шығаруың керек, осындай деді де, мына балуан шолақ қалдықтан мені жаттықтыруға кіргізіп жіберді. Кірсем беті бұжырып жүр деп тук айтпақшы. Надан тартады да кәдімгі. Мен Боранбек аға, мен осындай. Грек-рим ба? Грек-рим ғой, мен актермын. Актер болсаң қайтейін, Үшкемпіров болу керек, давай күрестіреді, аналар качерге қалақтырады, былай орайды, бүйтеді. Мынаға кіремайсың ғой, короче. Мына бәлеге оларға кіремайсың. Қойшы. Артынан бүйтіп шұқылайын десең. Үш жүрмеген. Артынан сөйтсе өздерінің бір нелері бар. Ұрып барып кіресің, шық деп ашылған кездеші. Маған істеп жатыр. Менің кіндігімді айналдырып жіберген ғой. Сонымен бір 18 күн ба, 20 күн ба дайындық болды. Балуан шолақтан әлі есімде ғой. Абая көшесінен шығам, төбелес кім келіп тұрады ғой, Хамеке ойлашы. Болды мына өзі күресе берсін, өзі түсе берсін дейді ғой. Болды деп өліп қала жаздадым ғой. Мына иық кетіп жатыр шығып, құлақ сынып жатыр. 5 миллион деп аз айтып қойдым ау деп сол кезде тағы ойландым ғой. Мына қол көтерілмей. Съемкіде ма? Съемкіде ойлашы, ана Үшкемпіров 3 захват жасап күрескен ана бір несі бар моменті. Шаршайды кәдімгі, құлайды моменті бар да. Сізге не керек деген кезде, олар енді әкімдер келген ғой сол жылдары. Сізге не керек дегенде үй сұрайды деп ойлаған ғой көбісі. Маған бір кесе қымыз бар ма деген ғой. Бір кесе қымыз бар ма деген ғой. Ол ма? Ойбай, саған қымыз емес, бүкілін әкеп береміз деп бір кесе қымыз ішеді, демалып алады да екінші неге келеді ғой, полякқа.
Ал поляк ол 4 рет әлем чемпионы, ойлашы, танымал кәдімгідей. Сөйтеді да соған шығып бара жатқанда айтады да, жақсылық сен жеңілсең де мойыма, жеңілсең де мойыма, короче. Шыққан кезде поляк бүйтіп қарап тұрады да, бүктеймін дейді ғой бұныш. Негізі болған оқиға ол. Съемка қай жерде жатыр дедіңіз? Съемка Талдықорған мен неде болды, Белоруссияда болды, Минск деген. Москвадағы съемка болып жатыр ма сонда ол? Москвадағы съемка Талдықорғанда болды. Бір-екі моменттер Белоруссияда болды. Ол жақта жаңағы қаймақ жегені, природа жүгіргендеріміз. Ана Москвада шейін келіп жүргендерін былайша түсіріп алды ма? Иә, былайша түсіріп алды, иә, былайша түсіріп алды. Содан енді қотжан айтайын деген. Поляк не деген? Поляк? Поляк енді бұны танымайды поляк. Жақсылық шөмпір Поляк танымайды. не деп айтқан жаңа? Не деген дедің? Мен қазір бүктеймін деген ғой. Сол қазақша айтқан болса да бүктеймін деп ше. Полякша айтқан ғой, мен өзім аударып айтып беріп отырмын. Полякшалап па? Полякшалап айтқанда бүктеймін деп. Үшкемпір оны таниды да, а ол үшкемпірді танымайды. Енді өзің ойлайсыз, мен Елдос Сметпен шығайын деп тұрған сияқты әңгіме ғой енді. Ал жақсылық. Оларды да ұқсатып қойып па несін? Иә, аттан ұқсатып қойды ғой. Мен бір полякпен шықтым ғой, мына қолы деген сан ананыңш. Қазір оны айтып беремін оны. Олар сөйлемейді, кәдімгі спортсмендерден таңдаған шығар. Менімен күреседі, иә. Соны 8-де 4 қылып үшкемпіріп жеңеді. Негізі жақсылық атам марқұм 3-ақ корона прием болған ғой. 3-ақ. Ал Дәулет Тұрлыхан бұл кәдімгі борец. Жан басқа да ұрады, былай да ұрады, нокат та ұрады. Жақсылық атамыздың бір плюсы мынау деген страшно болған ғой, мынау. Захват мықты болған ба? Жылам ба? Ойлашы, мынаны дата бол. Ана поляк айналдыратын поляк болған, былай да. Мына жерден ұстайды да, мына жерден ұстайды да, жарықтық полякты жібермей жүріп алады ғой. Өзінің моментін Дзюдоисттер ұқсап ұстап ала ма? Өзінің моментін күтеді, үшкемпіріп атамшы, 10 жыл күткен ғой. Ұстап алады да, шаршатады ғой, былай жұлады. Мынау шаршаған кезде, мына екінші қолына жабысып алады ғой, ойлашы. Ана шаршаған кезде моментін күтеді да, жай артына өтіп алады да, бүйтіп, 2 балды алып алады. Шықып айналдырады да, 2 балды алып алады. Ал анау бір кірсе 4 балға лақтырады ғой үшкемпіріп. Соны бұл атамыз зерттеген ғой, кіргізбей жүріп, былай стап жүріп, нокатқа бір ұрады да 8-де 4 қып жеңеді ғой ананыш. Сөйтеді де құлап, ең басты мықты қарсыласты жеңген кезде сұраған ғой, саған не керек дегенде бір кесе қымыз бар ма? Тағы да ма? Ары қарай ұрған ғой сол. Қымызыңды шұбата кеп тұрамын деп па? 48 килограмм салмақты 10 жыл ұстап жүрген ғой, 20 жасынан бастап 30 жасқа дейін. Мен қатарластарым қыдырып жүрген кезде мен салмақ қолап жүретін едім дейді, үшкемпіріп. Қош, 10 жыл ұстапты дейсің ба? 10 жыл салмақты 48 килограммды сол чемпион үшін, олимпиада болам деп үшін соны ұстап, шыдамдылық қой енді. Төзімділік, жүре берген. 30 жас деген кәрі жас қой негізі. Сол 30 жасында ана медальді өзінің синхронын көрсең, медальға бүйтіп қарайды да. Деп жақсы көріп сүйеді ғой ананыш. Несінде ма? Иә, медалінше. Ана мен көрем да дәмін көріп сүйеді. Сол ғой айтып отырмын ғой, ана 10 жыл. Дәмін көріп. Дәмі бар да. Иә, дәмі болу керек. Дәмі бар. Мен сүйтерем. Деп сүйіп, деп чемпион болып, 40 жыл әдемі атағымен жүріп, марқұм ол кісі қайтыс болды мысалға. Бір жаман атты болған жоқ. Сен сол видеолардың бәрін көрдің ба? Бәрін көрдім мен. Тек менде минус болды, сол сияқты денем болған жоқ қой, болды. Андай толық өзің ойнап шықтың, иә? Толық өзім ойнап шықтым. Ана бір өзі 3-4 актерлар болады ғой, бір жас кезі, ересек кезі бірдеңе. Мен күресіп атып түсіндім ғой, қазір айта береміз, не бүйтіп. Мынау братан көтерілмей қалды ғой қол. Қолым бүйтіп қалды ғой. Иә. Өйткені ана бите бересің. Мені, короче, мынамен ғана алсасың. Бұтқа кіре алмайсың, бұт жоқ қой жерде. Тек жоғары жақтан ғана. Тек қана жоғары жақ. Мынаны итере береді. Братан, мен демалайшы дедім бір кезде. Уже көтерілмейді қолым же. Екінші шығады көтерілмейді. Сонымен айтты, актерға давай демалыс берейік. Бір күн демалып келсін. Гостиницаға бардым, көтере алмаймын. Азында бүйтіп қолым жойын десем, көтерілмейді мына қол, ойлашы. Сол кезде түсіндім, үшкемпіріп атамыз оңай жол емес та, чемпион болу. Ол кезде тағы қанша жерден айналып, қазір бара саласың ғой, мықты жеңесің, Қазақстанда аласың, кеттің олимпиадаға. Ол жерде СССР, анау, мынау. Ол кезде атамыз бар еді ғой? Атамыз бар еді, суреті бар ғой менде. Ол кезде бар еді. Кино түсірілген шыққанға дейін бар еді ғой атамыз. Бар еді ғой, бар еді ғой. Немене? Негізі
жоқ жақсылық үшкемпіров атамыз бар еді ма деп жатырмын да ол кезде киносы. Батасын беріп кетті ғой, батасын беріп кетті ғой. батасын алды. Киноны бірге көрдік екеуміз. А, Кино басталды, мен қасында отырдым, міне көгерт жіберген моментін айтып берейін сіздерге. Кино басталды, сақ ет білегімнен ұстады дейді. Ұстаған кезде мен анау есімде қалды да, білегі мықты болды деп. Дық ет ұстады, кино басталды, қарап отырмыз. И моментте прием жасаймын ғой деп қысады мен ше. Деп қыс жібереді. Ішіне түсіп кетіп жатыр ғой, иә. Қыс жібереді. Бір кезде ауыра бастады қолым, короче. Білдіртпеймін. Деп отырмын бүйтіп. Мына жерде мен деп көрді ғой, короче, киноны ше. Киноның өзін ба? Киноның өзін көріп жатыр ғой енді Хамит. ана жерде сәл асығыс неғып жіберді. Міне деп көрдік қой киноны ше. Ең қиын приемы менде анау вертушка деген приемы болды ғой. Ең қиын, мен жасай алмай қойдым соны ше. Ертең фильмді көрсеңіздер болады сол жерде. Вертушка деген ол бүйтіп келесінде қолтығының астынан момент айналасың ғой, короче. Артына ма? Жоқ, мынау келесінде мына қолтығына бүйтіп кіресінде, короче. Отырасың ғой Хамит. Баспен мына қолтық арқылы, басына арқылы денесін айналдырып жібересің ше. Ол сол приемды көз ілеспес жылдамдықпен жасайды ананы. Ол кісі ма? Страшно жасайды. Мен жасағанымды көрсең, әшейін менікі былай жасалады. Сен жасамадың, сен сурет салдың деді. Мен суретті де саламадым ау деймін. Ал өзінің видеосын көрсең, ана вертушканы күтеді момент. Талант қой енді, неше жыл бар еді. Қолтық қай кезде ашылады, кіріп үлгереді да. Болды ғой, түскенін біледі. Еще бәндегі сен айтып отқан сипаттағы қолтыққа кіруді айтсашы. Жоқ, Хамит енді бұл негізі менің бір енді өзімнің ойым ғой. Осындай бір үлкен ағаларымыздың нелердің, осындай атағы шыққан адамдардың рөлін сомдау дегенде негізі өте ауыр екен ғой Хамит. Көзі тірі адамды ойнау? Иә, рөлді сомдау деген да. Енді көзі тірі болсын, дүниеден өтіп кеткені болсын, негізі ауыр екен. Өте. Анау бір жігіт тоже театрда істейді деген да, енді ол сендерде де болған шығар бұндай жағдай. Ол Сталинді ма или біреуді ойнаған екен кезіндегі. Соны ойнайтын болған екен, рөлін сомдап. Ал бұлар сол рөлмен әлем аралайды екен, сол гастрольмен. Сондықтан бұл қатты құсау керек екен сол адамға. Оның қарны болған екен Хамит. Бұл сомдайтын адамның жаңағы. Сталин ба білмеймін, бұрынғы біреулер ғой енді билік басқарған. Қарны болған екен. Ананың қарны жоқ жаңағы актер баланың да. Сөйткенде қарын шығарған екен. Ішетін бәрін ішіп, жейтін бәрін жеп, қарын шығарған екен. Жағымсыз қарын тез шығады ғой. Иә. Одан кейін темекі шеккен екен. Үзбей. Кімді сомдап жатыр екен? Сол тоже жаңа Сталин сияқты біреуді. Спортсмен емес қой яғни. Жоқ, Сталин сияқты сондай адамдардың біреуін ғой бұрынғы Пандит кезде. екен. Иә. Эскобарды сомдап жатқан жоқ екен. Жоқ, сөйтеді дағыны темекіні секунд сайын шегеді екен. Ол ма? Иә, үзбей деген вообще. Өшет қайтып алады да, қайтып шегіп әңгімесін айтады, шығып барады да шеге береді деген сияқты ғой, жүріп кетіп барады. Сондай болған екен. Анау өзі темекі үйтіп шекпейді ол темекіні. Сөйтеді да сол темекісін шегеді, ананы зерттейді, қарнын шығарады. Оның ішетіні бар екен жаңағының. Ішетіні бар екен. Масаятыны. Сөйтіп ішетіні бар, бәрін не креп, анаған кремдеп образға. Сөйтеді дағыны гастроль аралап кеп, полный аралайтын жеріне. Грамота алып, мықты сомдадың деп. Грамотасын алып. Театр ғой бұл, Театр. Театрдың адамы. Грамотасын алып, арғырай дәлше ішіп кетті, полный. Театрдан жұмысқа шығып кеткен, короче. Сіз арғарай борец соқ кетпедіңіз ба? Ауыр екенді Хамит сомдау ше. Анадан шығып кету қиын болып Қиын қалады. болып Қатты қабылдап қоятындар көп қой. Соғысы сондай болады екен ғой. Сол. Енді біз жүргенімде оқитын кезде бір адамды ойнайтын болсаң, мысалы мен Хамитті ойнайтын болсам, Хамитпен мен өлді бір ай жүремін қасында қонамын мысалға да. Сендер солай зерттейсіңдер ғой негізі. Солай зерттейміз ғой. Хамитті зерттеймін. Хамит не ішеді, қай кезде бұл настроение түсіп қалады мысалға да. Жаңағыдай нәрселерге деп қалса, сөйтіп барып ойнайсың. Мен зерттедім ғой, күнде киносын көремін, сұхбатын көремін, жақсылық атаныш. Қалай сөйлейді, қалай не істейді, не қылады. Зерттеп, ең қиыны осы күресі болды. Бірақ енді сол жерде кинодан шыққаннан кейін маған батасын берді. Кейін қолдарыма қараймын ғой, ертесі күн көгерді ғой қолым.
ол кино олжас кинотеатрға шықты ма? Ол былай болды, 2018-де түсіріліп 2019-да монтаждалып шығатын кезде 2020-да коронавирус деп қуды ғой, білесіңдер ғой. Иә. Коронавирус ешқайда бармау керек, ана мынау деген кезде жай ғана жиналдық та премьерасын жасадық. Міне жіберетін кезде коронавирус ана мына болды бит келе жатқан кезде марқұм Жақсылық атамыз қайтыс болды. Амал жоқ, экранға шығарып жіберді ол. Телеканалға шығарды. Телеканалға шығарып тегін шығарып жіберді. Тегін емес, телеканалға шығарып жіберді. Телеканалға дейсіз ба? Иә, рекламасы болмай қалды да. Кинотеатрда болмай қалды да, Хамит. Сендер жаңа бірге көрген кезде ол неде ойын өздерің көрдің? Ол жаңағы жабық көрсетілімде бірге көрдік та, жабық. Сол жерде балам саған ризамын деді. Үлкен ризамын. Әйтеуір өзің актер болсаң да барынша ұқсатыпсың. Әйтеуір бір сондай бір тұлғалардың киносының шығуы қиындап кетеді, иә. Мен Бекзат Саттархан вообще шықпай қойды. Ол да сондай болды ғой. Иә? Ол да сондай болды. Көрдің ба сен ол киноны? Эпизод қана көрдім. Кім ойнады главный рөл? Самат Азымқұл деген Шымкенттің Шанин театрының актері бар. Ұқсайды сол Бекзат Саттархан. Өзі де сол бокспен айналысады. Жақсы десе, Иә. несі де боксқа. Түрі де ұқсайды. Соған еліктеген өзі де сол. Кімді жақсы көресің, сол болады ғой. Мен де мысалы үш ұйықтасам өтемін, ойнаймын деген ой болған жоқ қой. Бірақ содан кейін сол күрестің 2 айынан дайындалғаннан кейін дәмін көріп қалдым да, азда бастап қазір мына жерге ММА-дің балаларымен күреске барамын, бүйтем деген сияқты ғой. Бір жақсы нәрсесі қалып қалды да бойдаш. Көрдіңіз ба? Бейімделіп қалды да бұл қазір. Жоқ, бұл бұрында да қара жаяу емес еді ғой. Жоқ, именно күреске енді бұл футбол ойнайтын еді ғой. Жалпы күрестің де несін түсініп алды ғой. Түсініп алды, керек екенін ше. Өтіп кете салу, артқа бүйтіп бір-екі приемдармен қол сонда деп жатқан кезде жасап кетуге болатын нәрсесі де Үшкемпіров атамыздың бір жақсылығы, маған тиген көмегі сол болды. Бірақ бата, ең басы бата ғой негізі. Алдымда көрінбей қалсаң, артымда сөйлеп тұрам десе үшін. Бар. Иә, кинодағы жетістік осы. Бокстан да хабары бар, иә? Боксқа енді Серік Қонақбаевқа да ұқсайсың деді біреулер маған. Қойыңызшы. Иә. Мұрт қойып жіберсең. Мұрт қойып жіберсең деді. Мұрт қойып жіберсең. Көріп қалғанбыз ғой видеоларын, келеді ғой. Иә, сөйтіп не дейді, әрекетке берекет қой, сөйтіп боксқа жазылдым мына жерде. 6 ай боксқа қатыстым мен. Ертең басталып кетсе, кастингке дегенде мына бала ұқсайды, қатысып жүреді деген сияқты боксқа бардым. Басында бокс қол барып қайтпай қалатын, қазір қайтып үйреніп. Бокс деген өзі бір IQ екен ғой негізі. Бокс деген IQ екен. Мен басында қатысып жүрмін. Неге салып жібереді анау? Не деуші еді? Төбелеске. Төбелеспей қойшы, мен груша. Тайсонның өзі айтады ғой, Тайсонның өзі. Жұрттың бәрі Тайсонның арқылы көреді ғой боксты. Тайсон дегенде сол терезе арқылы ше. Тайсонның өзі айтады. Бокс деген үлкен кәдімгі төбелескіш адамның спорты деп ойласыңдар, өте қатты қателесесіңдер деп айтады. Өте нәзік спорт деп айтады ғой. Бізде де бір атам болған ғой районда, Хамит. Біздің өзіміздің районда легенда да, енді атын айтпай-ақ қойын, легендалардың бірі ғой, аты мықты, шулы, арысты. Сөйтеді дағыны, бұлар до того бір адам болып жүрсе, Арыстың орталықтағылар бар ғой, базар жақтағылар, орталықта тұратындар обязательно сындырып тастау керек, бұны ұрып тастау керек та. Бұл балдарымен келетса, ештеңе дей алмайды, аналарда балдарымен болса, арада тема болмаса ше. Бұл бір өзі қала жақта ұсталып қалған ғой. Сөйткенде бір өзі болғанда қаланың қызымен жүретін болған ғой, Арыстың орталығы жақтың. Сөйтіп шырт-пырт киініп алып, енді бұл болып жатқан бір 2003-2002 шығар. Сөйткенде қызымен Арыстың бір жерінде кафеге кіріп баратқан, сонымен қыздың үй жағынан алып шыққаннан бастап негізі артыма түсті дейді. Братан айтады да. 4-5 бала ше, артыма түсті дейді негізі. Сол осы балдар ғой енді, мен аңдып жүр-ау деп өзім ойладым дейді. Өз сол Арыстың жан-жағындағы ауылдардан ғой. Біздің үй жақта тұрады. Сен үй жағың қай жағында? Біздің үй жақ темір жолдың мына беті. Баратқан кезде мына беті. Иә, мына беті орталық. Иә, ана бүйтіп көпірдің үстіне. Иә, мына беті орталық. Сөйтіп бұл орталыққа қызына барған ғой. Қызын алып келатқан 4-5 бала түскен артына. Сөйткенде келатырық дейді, енді жаяу жүреді. Жүріп жүрген кафеге баратқан, сөйтіп жай әр көшеде балдар қосылып жатыр дейді. 4-5 көбейіп кетті дейді ше, артта. Кинодағыдай ма? Иә, көбейіп баратыр дейді. Бір 10-15 шақты ма болған, бір-екеуден қосылып. Сонымен уже жақындап келіп жатыр дейді ғой. Уже арадағы
неміз жақын болып баратыр дейді. Қазір кеп арттан сразу ұрып жіберіп сындырып жіберетін болса, абыройсыз болып қалайын деп тұрмын дейді, қыздың қасында ше. Сөйтіп кеп орталық жаққа қарай, площадьқа қарай келдім да арыста кафеге жақындап қалғанбыз дейді. Тұра тұршы дедім дейді, қызға ше. Мыналарға келдім дейді ғой. Қыз қарап тұр. Қыз ар жақта тұр, иә. Кеп амандасқан. Қалай жағдай анау мынау. Өздерімен қатар балдар. Жалпы таниды ғой негізі. Таниды ғой. Қалай жағдай? Таниды ғой бір-бірлерін. Не болды, короче? Тыныштық келетсің. Иә, не болды, тыныштық қой, короче. Анау мынау алдын бір тема болған бір білем, мынаны сындыру керек. Бітпейтін темалар көп қой. Иә, бітпейді ғой любой нәрседен. Сонымен жүр деген ғой, короче. Разын-арас ше. Братанға жүр деген ғой. Братанға айтқан ба? Иә, сөйткенде братан айтқан, мен сен есің дұрыс па, сен қуасың ба? Мен қызбен жүрмін ғой. Мен қызбен жүрмін, мен ақ көйлекпен, сен мен андай классик, андай киіммен, сен мен қалай разын-арас тұрамын мен? Деген. Сөйткенде жүр, анау-мынау деген, о жерде оған вообще тұрмау керек қой разын-арас. Жеңсе де өлтіріп тастайды ғой, жабылып, ұрып тастайды ғой. Ана жерде де барса. Сөйтеді да анаған айтқан ғой, главныйына. Еркекше болсын деген ғой, короче. Одан да разын-арас тұрып, мен киімді құртып, сен де киіміңді құртып, не аласың? Бір-біріміздің жағамыздан ұстайық. Сөйт, бір-бір удардан берейік, сол жерде мәлім болады деген ғой. Бір-бір удардан берейік деген. Ұстап тұрып бір-бірінше. Сол кезде мәлім болады дегенде бәрі. Мен арғарай кірем дегенде. Не қыламыз оны бүйтіп. Иә, ол төбелесетінде мен киімде жүрген жоқпын, қызбен жүрмін деген. Сонымен не керек, жаңағылар енді балдармен тұр, топырлап тұр. Сөйткенде бірінші ұр деген ғой анаған. Жаңағы ше. Бірінші сен ұр деген. Аналар келіскен, балдар қоршаған. Ары қарай қараңғы жаққа қарай барған, қызына кәздеген. Екеуі де ұстаған жағадан. Бір-бірінің жағасын. Бір-бірінің жағасын ұстаған. Анау дәу дейді ше. Мынадан ше, братаннан. Бойы, денесі дәу. Братан дәу ма? Анау дәу. Ана сопернигі дәу негізі. Анаяқтың глава. Дәу дейді, бүйтіп тұр дейді ол ше. Ұр деген ғой бірінші. Братан. Кішкентай қоң қасында бұл. Сөйткенде анау сәл тұр, не қып тұрып ше. Сен ұр деген ғой бірінші. Жағасын ұсталған бір-бірін. Бәрі қоршап тұр. Сен ұр деген ғой анау бірінші. Анау братанға ше. Сөйткенде братан алған ғой. Жарайды деген ғой. Жағасын алғанда қолын ше, екінші қолына, оң қолына ше, қараған ғой, короче, қол бәтіп кеткен ол. Қол ше, налар жоқ. Төбелесе береді ғой, жаңағыдай қолда тура. Жоқ, таппайсың андайларын. Қол дәу да, бірақ арық болғанмен ше. Тартқанда ана балдармен тұр ғой, ананың түріне қарағанда, қолына қарағанда, короче. Құдай деген ғой. Құдай деген ғой. Құдай. Осы қолмен қанша адамды біраз халге дейін түсіріп тастадың. Екі-үшеуін өлтіріп қоя салдадың. Екі-үшеуін больницаға түсіріп жібердің. Егер мынау кетіп қап жатса, мына бала өліп кетіп жатса, мен кешіре көр деген ғой. Мен кешіре көр? Мен кешіре көр деген ғой. Мынау өліп кетіп жатса, қанша адамды больницаға түсірдім деген ғой. Әдейі істеп отқан жоқ қой, мұқтаждықта істеп отыр ғой. Иә, қанша адамды больницаға түсірдім деген ғой. Қанша адамның жағы кетті, қанша адам әрең тұрды, адам болды. Егер мынау өліп кетсе, мені кешір деген ғой. Қолына ма? Қолына ше. Сөйтсе, анау ше. Қоя салшы деп айтады. Қоя салшы деп ше. Бара бер кейін сөйлесеміз деп ше. Сөйтіп кетіп қалдым дейді. Үстім білет деп ше. Сонда татамай ашин намен қорқыт жерген ғой. Намен тұрып алып қорқыт жерген ғой. Жаңағы, иә. Жаңа мен класстасым Бағдәулет Тұлпарда не деуші еді? Құтқарушы ма? Құтқарушы болып істейді да. Болған оқиға ғой енді айтып жатқан. Дәу құтқарушылар бұдан да ше. Трояда ғана дәу ма?
содан сәл кішірек шығар енді. Екеуі енді кезекшілікке қалған ғой түнде. Оншама шай ішіп қоятын жері бар, ана су ішіп қоятын жері бар. Күшейіп кетеді дейді ғой бір кезде анау. Бақдәулет депші. Болды, ашуланма деп. Бір басам дейді. Бұл да дұққа тойып алған ғой негізі, бірақ қорқам дейді анадан. Тағы 2-3 рет қайталанған ғой. Бақдәулет бірдеңе деп. Бір кезде ой келді дейді ол. Мен мынаны бір ұрып көрейін деген ғой. Бақдәулетте. Бақдәулетте мынаны бір ұрып көрейін деген ғой. Жүрші сыртқа бірдеңе дегенде. Ұрған ғой анан жағынан. Дәуді, иә. Деп отқан адам. Бақдәулет деп айтады дейді. Бақдәулет деген ба? Бақдәулет деп айтады дейді. Мен күшеніп кеттім дейді, бір кезде күшейіп кеттім дейді. Қорқатын дейді оның алдында жұмыста жүрген кезде. Вообще қорқытып алдым да қазір. Вообще жұмсайтын болдым дейді. Мен сол жерде жүзіп жүрміз ғой. Бергеле деп ана жұмсайды да, дөп бүйтіп келеді да. Ана сені өлтіріп қоймасын деймін. Сөйтсем осы оқиғаны айтып береді ғой маған. Не де болса да бір ұрып көрейін деп айттым дейді. Біз мысалы ұрмайсың ғой, сол күйі соны сыйлап до конца дух қой жаңағыдай бір ұрдым дейді ғой. Ударды қабылдады да. Бақдәулет деп айтты дейді ғой. Мына Сайранда мен оқиғаларым студент кезде айта берейін ба? Айта бер. Бірінші курсқа түстім Жүргеновке. Этюд деген сабақ бар бізде. Мысық көрсетесің, сиыр, бұзау. Сол боласың ба? Иә, осырақ қоңыз, сабаққа соны алып келесің. Ойлашы. Мен осырақ қоңызды көрсетіп оқуға түскен ғой Қамеке. Осырақ қоңыз болып оқуға түскем дейді. Көрсетіп соны. Басы бар, Осырақ қоңыз көрсеттің ба? Иә, бүйтіп келемін. Деймін. Осыратын жерлері бар ана мысалға. Оқуға түскем, одан бетер дамып кеткен ғой мен осырақ қоңызымшы. Оқуға түскеннен кейін енді. Сөйтеміз де. Осырақ қоңызды не үшін именно соны таңдадың или сол задача сондай болды? Задача емес, сен ана жерде Жүргеновке түсесің, таңғалдыруың керек. Ол менің осырақ қоңызым әшейін біреу құлай ердің шабысын шабам деп терезеден секіріп кеткен ғой, білесің бе? Сол осырақ қоңыз. Құлай ердің шабысын салам дегенде біреу. Мынандай кілемге қолын қанатып тұрып шауы терезеден секіріп кеткен ғой. Кім емес па ол? Құлагерді қазір постоянно ойнайтын. Жоқ, олар емес, ол баяғыда болған. Мақсат Сәбит емес па? Терезеден секіріп барып. Ол жерде сен таңғалдыруың керек. Сен итпен, мысықпен болмайды ғой. Көп қой. Ондай көп қой. Бізде танымал қойылып келді. Ит, мысық, шошқа ол жерде. Енді ше анау осырақ қоңызыңа тоқталып алайық, несін ашып алайық. Прототипін ашып алайық. Осырақ қоңызы әр жерде әртүрлі қоңыздарды айтады екен. Сенің танитын осырақ қоңызыңның несін айтып берші, светін, түр тұлғасын. Қара, сәл көтеріп тұрады. Ана далада жүретін жерде тез кетіп баратын ба? Ол осырақ қоңыз емес. Жоқ, артын бүйтіп көтеріп тұратын. Фиолетовый емес па? Фиолетовый. Ол алтын қоңыз ғой. Ол вообще осырақ қоңыз емес. Ол алтын қоңыз емес па? Сен көзқарасында қандай? Менің көзқарасым бұны ауылда домалатып жүреді ғой бүйтіп. Боқ домалататын. Ол боқ жейтін басқа қоңыз, ақи сіздер. Мен сөйтіп елестетіп алдым да. Осырақ қоңыз деген сен қандай? Қоңыр, иә. Соңғы жағы қоңырдың қанығы. Вот, сол алма ағаштардың үстінде жүреді. Анау деген шынымен неғған кезде, іш шығарған кезде, біз осырды деп айтамыз ғой, бірақ оның тарапынан ол осырдым деп атқан жоқ қой, может оның атакасы шығар, ол қорғанысы шығар. Ана жер шынымен сасып кетеді, оның анау дәу алманың үстінде сол отырған алмаға жиямайтын ек қой иісінен. Жүрегің дайынтады. Сол осырақ қоңызды елестетіп көз алдыма. Мынау илейтіні бар. Сөйтіп оқуға түсіп кеткен ғой мен. Сөйтіп жаңа дамып кеткен, уже бір ай уже этюдті дамытып алғанбыз, этюдтер көп. Короче, құл базар болатын еді ғой. Қой базар? Құл базар ше, жұмыс істейтіндер. Әркім шығады ғой. Құл базарға бір анекдотты. Жоқ, анекдот емес. Құл базар деген сөз ғасырлардан келеді. Жоқ, енді құл базар қазір не дейді өзі? Биржа.
қазіргі недегі ма? қазіргі Дархан сөзбен- жақтағы? Иә, Дархан жақтағы ана жігіттер отырады Иә, жұмыс бар. жұмыс Иә. бар. Машина келсе барып жүгіріп Күндік үймелеп. жұмыс істесейші. Иә, күндік жұмыс. Енді мен Құлбазар биржа дейді ғой жалпы. Биржа. Сондай биржаға екі осы Алматыда болған ол. Шымкенттегі неде емес, биржада емес, осы Алматының биржасында болған екі братан. Осы біз жақтардікі ғой енді. Екі братан. В общем, ауылдікі ғой жалпы, ауылдың адамдары да. Жаман андай поражняк ұстап, жұмыс жоқ, ештеңке жоқ, дамсыз болып, в общем, ақша табуға сояққа шығып кеткен ғой, не керек. Сол жаққа негізі стройка істейміз деп кеп, болмай қалып, қадалып бір жерлерден, стройкадан. Сөйтіп соған биржаға шығып кеткен ғой. Сөйтіп биржаға барып, ана биржадағыларды сәл көріп, менсін кіремей сәл ше, биржадағыларды, бұлардың сәл киімдері, сәл дұрыстау үстеріндегі. Сөйтіп екеуі сәл берірақ тұрған ғой, машиналар кеп тоқтайтын жерден ше, сәл арырақ тұрған да. Комфорт сезініп па? Иә, сәл ары. Сөйтіп нормально бір машина келген ғой, көріш. Джип. Машина келген. Сөйткен да, келген барып үймелеп қалған ғой бәр. Сөйтіп бұлар бейт қараған, бұлар үлгермеген бірінші қандай жұмыс екенін деп бейт тыңдап тұрған ғой, бейт қарап бер жақтарынан. Сөйтіп алынар ой деп, ой тауық па, ой тауық болса деп кетіп қалатыр дейді адамдар, көріш. Сөйтіп бұлар жақындаған ғой, көріш. Шақырған ғой бұларды да бер қарай. Ар жақта тұрғаннан кейін бер қарай келген. Не отыр? Ала, көріш. В общем, тауық ұстау керек деген ғой. Тауық ұстау керек? Иә. Тауық ұстау керек. Өлшем бірліктер әртүрлі сияқты мына жерде. Тауық ұстау керек, тауық қуалау керек деген ғой, тауық ұстау керек. Бірден ауылдағыны кішкентай қораның ішінен ұстау көзге елестеген ғой бір? Иә, сондай көзге елестеген ғой. Бұлар енді тауық, жалпы тауық асыраған адамдар ғой бұлар, екеуі негізі. Оның деден бар хабары бар. Сөйткенде болды деген қанша бересіз деген ғой. 2006-та ма отқан тема ғой бұл, 2007-те ма, 2006-та ма ше. Сөйтіп, в общем, екеуіне 6 мың теңгеден беретін болған ғой. Екеуіне. 6 мыңнан теңге. Ол нормально ғой, 6 мың. 60 мыңнан беріп атқан сияқты ғой енді қазір. 60 мыңнан беріп атқан сияқты ғой қазір. Сөйтіп 6 мыңнан береміз дегенде, болды машинасына отырған ғой, короче. Сөйтіп жанында бір адам бар дейді, екеуі дейді. Сонымен үйіне барған жаңағы, үйіне ше. Үйге кірген анау тауық тұратын үй емес дейді анау негіз. Үйге кірген. Коттедж да? Дәу үй дейді, короче. Қазір тұра тұрыңдар деген ғой, екеуіне ше. Қазір тұра тұрыңдар деген ғой. Сөйткенде үйіне кіріп кеткен ғой. Сөйтіп үйіне кіріп кеткенде мына жерде тұра беріңдер дегенде, қорасында, ауласында. Сөйткенде төбеге балконына шыққан ғой, үйінің балконына ше. Осында стул алып. Қасында біреу бар дейді, екеу дейді. Сөйткенде болды деген ғой. Болды жібере беріңдер деген ғой, ар жаққа. Сөйтіп ар жақтан қораз ше, қораз. Дәукен қораз. Төбелестіретін қораздар болады, аяқ ұзын. Сондай бір қораз жіберген ғой қораға. Қорасына, ауласына. Сөйтіп бұлар екеу ғой. Сон ұстаңдар деген ғой. Қуалаған ғой екеу ше. Айналып үйді ше. Аналар жыртылып жатыр дейді. Екеу балконда ше. Айрылып отыр. Ана алдында сол қуып жүр ба? Иә, мына жерден қарап отыр ғой есік алдына. 6 мыңнан берем деп қойған. Екеу қуалаған ғой. Сөйткен да бір братан айтады, ұстап ала береміз дейді. Тегі ба? Иә, қоразды ше. Қайт жіберіңдер дейді. Қайттан қуалаймыз. Аналар. 6 мың теңге. 6 мың теңге. Жартылады дейді ше. Сөйтіп не керек, ұстап ала береміз, қайт жібереді. Қорасында қуалайтын жер қалмады уже дейді да. Ұстап ала береміз дейді екеуміз, алдынан шық, жанынан шық деп ше. Жіберіңдер. Иә, сонымен бір 2 сағаттан кейін ба
болды жігіттер деді дейді ғой, рахмет деп ше. 6 теңгеден алып кеткен ғой екеуі. Сөйтіп тура бір осындай бір кезеңге түсіп қалдық дейді, тағы да жұмыс жоқ, ақша жоқ ше. Мына жақта бір братандардың үйінде жүр амалдап ше екеуі. Сөйтіп қатты қарын ашты дейді ғой, Алматыда қаланың ішінде жүріп ше. Сөйттік та есімізге бірақ нәрсе түсіп кетті дейді ғой. Панфилд парк ше. Панфилд паркте ғана істей аламыз оны дедік дейді ғой, короче. Өзіміздің ойымызбен. Панфилд парктың ішінде ғана жасай аламыз оны дедік дейді, ойымызбен. Кептер ұстамақшы ма? Иә. Сөйткенде екеуі бір қаппен жай неге кірдік дейді ғой, паркке. Кептерді, бұяқта кептер жанында жүре береді ғой. Біз жақтағыдай емес қой. Бұяқтың кептерлерінің ахуалы. Біз жақтағыдай емес қой. Бізде оқтан кәдімгі таспен ұрып қатасың. Дәу ғой біздің ауылдағылар. Сөйтіп еще басын жұлсаң жұлынып кете береді ғой. Сөйтіп адамдар өтіп жатыр дейді ше. Екеуміз бір-бірімізге қарап қоямыз дейді ше. Ол арыда жүр дейді. Қаппен жүр дейді, палиба екеуміз де. Андай сеткілермен. Сөйтеміз даған жай кептерлер үйіліп атқан жерге барамыз да жай біреуін ұстап адамдарға көрсетпей ше. Басын жыл жүреміз дейді ғой. Еңкейтіп ше. Жыл жүріп қапқа сал жүреміз дейді. Сөйтіп бір 7-8 кептерден екеуі жинап кетіп үйге барып сорпа ішкеніміз бар дейді, ойлаш. Парктың ішінде жүріп ше. В общем, таза болған, короче, Алматыда жүріп ше, орталықта жүріп. Жаңа ғана қораз ұстатқандармен, қораз жібергенмен бір сөйлеспеген екенде, я? Неге бұлай деп? Рахмет жігіттер деген ғой, короче, күліп отыр дейді. Андай бұлар да қара біртүрлі болған ғой енді ол. Бұлар енді сәл пацанда ғой, бірақ бәрібір біртүрлі болғанда қарап ше. Қайтып жіберіңдер дейді, қайтып жібересің, қайтып қуалайсың. Сол кезде әшейін прикол ұстап отыр екен ғой дейді да. Жалпы ше. Не қылу керек екен ғой дейді? Прикол ұстап отыр екен ғой дейді, жалпы әшейін. Солай қызық па? Или ұстап кеткен екен, анау ұстайды, анау ұстайды деп. Сондай сияқты ма дейді да, білмейміз дейді, әжептәуір үйге кіріп кеткен ғой. Мынау алдын бір осы бір Чимкентке келіп бізге бір қысқа метражды ма бір киноға түстің ғой сен? Полный метр киноға түстің ғой да. Қызыл диплом ба бір қатты тарады ғой. Қызыл диплом Серік Таластың киносы ғой. Иә, Серік Таласов деген өзіміздің ағамыз жалпы. Түбі арыс ғой кісі негізі. Түбі арыс па? Иә, красавчик кісі ғой. Ол кісі полный метр алдын түсіріп пе да? Жоқ, түсірмеген осы. Мүншен краткометражкалар түсіреді. Иә, сондай түсіреді негізі. Бұған да өте өз қызық болды. Мен өз Чимкент Алматы деп сториске салдым, қыдырып баратырмын деп. Бұның негізі сценаристі Қажымұхан Абзалов. Ақын да? Иә. Серік екеуі бірлесіп жазған, өйткен. Сөйтіп кастинг ұйымдастырып, Беконай таппай жүрген олар, Беконай. Беконай деген басты рөл. Бекзат. Біздің Беконай ма? Жоқ, кинодағы адам. Кейіпкер Бекзат, оны бірақ Беконай дейді да. Сені ма? Иә. Біздің Бекош па десем. Бекош еске түсіп кетті. Суайт. Ол жаңағы кейіпкер машина құрастырады ол. Өзінің несі бар, инженерлік өнері бар. Барған кезде осыны Қажекең жазды, ол жерге келіп қалдым, осы әңгіме бар деді маған. Осының өзінде Шымкент білесің ғой, тамағымен тамаққа апарды в общем. Сөйтіп Серік Таласов осы газет сияқты сценариймен келді ғой. Көп әңгіме айтып жатыр. Мен оның біреуін жіберіп жатырмын, біреуін тыңдап жатырмын. Сөйтсем ол қызыл дипломның сценарийін айтып жатыр да мағаншы. Дұрыс, құтты болсын деп жатырмын ғой. Болды енді брат, сен ойнайсың дейді да маған. Ойнағанда былай кастинг бірдеңе, мен сені көріп тұрмын деді вообще. Көріп тұр болғанда енді полный метр болатын болса, ол өлді бір 20 или бір ай түсіріледі ғой. Даже одан көп болмаса. Мен бір ай уақытым қалай болады екен десем, 5-ақ күнде түсіремін деді ғой. 5-ақ күнде? 5-ақ күнде түсіремін дейді. Мен демалып жүрген адам. Полный метр. 5-ақ күнде ойлашы. 5-ақ күнде. Краткометражка. Негізі ол братан өте жай түсіреді негізі. Ол Жиздуханның бір сериясын түсірген.
ол негізі кадрды өте жай асықпай түсіреді. Асықпай, иә, бір жерді миллиард рет алып түсіреді деді ғой негізі. Бірақ 5-ақ күн деген. Сөйттім 5 күн деген нәрсе ұнап тұр да енді. Тұр түсем да ақшамды алам, арзымайтын да ақша негізі ол. Болды дедім. Бірақ мен Алматыға бір барып келейін дедім. Сақалым өсіре берсейші деді, алма деді. Жарайды дедім де Алматыға бір-екі тойды ұрдым да сақал мұртымды өсіріп келдім да. Серік қашан басталады кино? Ертең сағат 8-де мотор деді ғой. Осындай ана Қатын көпірде не бар? Заправкадан бастаймыз, сол жерге келе бер таңғы 8-де деді. Мен команда күтіп отырмын. Костюм ваген, грим ваген. Қамеке білесіз ғой, көрдіңіз ғой? Көрдіңдер ғой съемканы. Сөйттім де заправканың қасына келіп тұрдым. Команда күтіп отыр едім бір кезде. Серік және оператор деген 2-ақ команда келді ғой. Жа, біздің не түсіріп келген сияқты ма? 2 адам келіп отыр бір кезде. Секе команда қайда десем, тұр ғой команда, тұр ғой мына дейді команда. Бұлай жоқ, біз екеуміз-ақ ұра береміз деді, в общем. Барда ана заправкаға барда пистолетчиктің киімін киіп кел деді маған. Уже ұнамай жатыр ғой маған, киіп кел деп ше. Маған біреу әкеп бермей ма оны жерге деймін да. Қайға барды алып кел дейді? Заправкаға барасында пистолетчиктің киімін алып кел, киіп ал дейді маған. Сұрап па? Мен пистолетчикті ойнаймын ана жерде. Сөйтіп басталады кино. Заправкаға киініп кел деген ғой, аналардың киімін алып. Сұрап. Иә. Біз енді Алматыда үйреніп қалғансың ғой. Сені костюмеріне киіндіреді. Ол же саған міне мынаны киіңіз депші. Бармайым дедім мен. Біреу әкеп берді бір кезде сол жерде. Қолтығы сасып кеткен бір киім келді ғой, короче. Братан, мен Иісі бар киім. Иісі бар киімді, братан, мен мынаны кимеймін мен дедім уже. Ол да мені ұнатпай бастады уже. Бірінші күні уже екеуміз. Братан, осының өзі таза киім киемін. Ана қолтығы бар, ертең мен жүремін ба осында жұғады, ана мынау. Бір кезде пакеттен жаңа киім келді ғой бір кезде. Киіп басталды, ойнап жатырмыз. Бүйтіп қарап қоям, көшенің арғы бетіне өтіп кеткем ойнап. Ешкім стоп демейді. Мотор деген жоқ. Сөйлесіп отыр екеу. Братан, не болды десем, түсіріп қойдық, нормально болды, түсіріп қойдық. Айтса шеше, ары қарай шеше. Рощаға өтіп кеттім ғой деймін да мен. Сонымен келдік. Тоқта деп айтты. Тоқта деп айтпайды екен. Айтылама деген әңгіме ғой. Айтылады деп сөйттік та бір магазинге түсіретін болдық. Локация уже. Екінші локация ауысып жатыр. Сатушы біреу әйтеуір. Келеді, актриса да емес, оған түсіндірді. Шаршап кеткенбіз бір кезде. Бір кезде магазиннің хозяйны кетті. Кетіңдерші деді ғой. Хозяйнды, клиентті бездіріп астыңдар деді. Вообще, бірақ мен ол жерге тарс ұрып тастады деді, в общем. Қалай болады? Тарс ұрып тастадым да шықты ғана жерден. Секе, бұл қалай болады? Ана мынау бар. Осындай да осындай, в общем. Микрофонды білесіз ғой, мияқа тағу керек қой. Тағып қоясың, жабыстырып қоясың, ойнай бересің ғой. Бір кезде мен мынау болсам, бір бала келді да, короче, мен мына жерде тұрмын, басым nerede тұр, микрофонды алды да. Деп былай ұстады, короче. Астынан ба, буым сияқты па? Иә. Братан, мынау не деймін ғой? Ол түспейді, сені түсіріп жатырмыз дейді ғой. Мынау маған мешет етіп тұр деймін да. Мынау маған мешет етіп тұрғаны ма? Бәрібір ойнай алмайсың ғой, бірдеңе болып тұрсайшы деп. Ой, деді, короче. Уже жындана бастадым. Сағат 8-де келесің ғой енді. 8-де мотор емес, 11-12-де бастаймыз ғой. Алматыда 8 десең, 8-де басталады. Сен кешігесің ба, сен орныңа біреу алып тастайды, болды ғой. Үйтіп қырылып жүрмін бір кезде. 50 килограммды ғана қап таситын жеріміз бар цехта. Шын ұн ғой кәдімгі анау. Ол жігана көтерді, давай кеттік. Жаңа қотшан айтпақшы, мына жақтан ұратын, братан, мен мынаны көтермеймін мен мынаны. Он ба? Он кәдімгі. Елігілі. Оныншы кәдімгі. Деп ана массада жүрген адам деп көтеріп жүр аналар кәдімгідей. Братан дедім, мен 4 жыл өнер академиясында оқыдым дедім да. Қиналып көтеретін имитация мен жасап берем деймін да. Бір ана жеңіл желпі бір художниктар жасау керек қой деп айтайын десем, художниктар жоқ қой жерде негізі. Ол жас бірдеңе ұрса бастады. Братан дедім, мен бір кадр үшін өлетін жағдайым жоқ. Почкадан пош. Сен қазір былай да түсіресің. Өлем ба мен ана онды көтеріп деймін ғой. Уже бүйтіп қарай бастады, короче. Жасадық өтергендер. Бір көтердік, үйттік, бүйттік. Арзандау және маржандау үйіні жасап жүр да. И бір кафеге, локацияға баратсақ, администратор.
неғып үшін дейді ғой маған. Біз кино түсіруге келіп осындай дейді серіктер. Вообще бізге 2 сок, 2 салат, осындай пико деген бірдеңе 2 стакан деді. 15 минут түсірдік па, 20 минут түсірдік па, 18-20 мың теңге счет төледік та кино түсіріп шығып кеттік қана жерден біз ше. Сөйтіп түсіріп жүрді киноны ше. Шаршап кетемін, бір ұяла бастадым бір кезде. Ай, мына кино болмайды ау дедім, мынау әріптестерім күлетін болды ғой. Ержан Жарылқасын келді бір кезде, 5-ші күні ма 4-ші күні. Че там Олжас біртүрлі болып жүрсің ба деді. Жаман біртүрлі болып жүрмін мен дедім. Мен де сөйтіп басында түскенмін мына киносына дейді. Кім? Ержан айтады да, Серіктің киносына. Бұл бірақ монтажбен өлтіріп алып шығады дейді ғой, короче. Қойш дедім, я түстік. Түскеніме ұялып кеттім ғой енді. Қалай болады екен анау мынау деп кеттім. 10 күннен кейін монтажын жасап бітті да, Олжик, ютубқа салайын деп жатырмын деді. Дедім де, мән берген жоқпын. Ютубқа салды түсте. Кешке таман тойға барсам, Биконай дейді ғой маған. Биконай дейді да, халық. Ана инженерлік киноңды көрдім, зор кино болыпты дейді анау. Сөйттім де сол тойда ютубқа теріп, уже 500 мыңнан просмотр асып жатыр ғой Хамеке. Қойш. 500 мыңнан просмотр. Ертесі күні базарда жүрсем, Биконай, ассаламалейкум, қарапайым халыққа кетіп қалған анау кәдімгідей бар ғой. Ол қандай парақшадан шығып жатыр сонда? Парақша емес, өзінің YouTube каналына салған. Өзінің ба? Өзінің YouTube каналына салған. Атып кеткен ғой. Қазір 11 миллионнан асып кеткен ғой, братан. Қош. Анау қалай кино өзіңе? Кино енді качество жағы былай ақсап тұр, бірақ өлтіріп жіберген анау. Қош. Бауыржан Ибрагимов көріп алып, молодец деген шапалақ ұрды ғой, короче. Ана монтаждармен ба? Иә. Сөйтіп мен түсіп болған екен ананы ұмытып кетіппін. Шашым өсіп кеткен, шашымды алып тастадым бір кезде. Олжик, қалайсың, бір кадр қалып кетті деді ғой, короче. Шашыңды алып тастағансың. Мен шашымды алып тастадым ғой деймін. Хат тапсаң да бір келіп кетші деді Шымкентке. Бардым, жаңағы машина шығаратын, жаңағы инженерлер шығаратын заводқа бардық. Сол жерден тық етіп бір кадрды алып алды ғой, короче. И ана киноны көріп атып, сол кадрды таппаймын ғой менше. Әдемі қып бір жерге тығыз жіберген ғой ананы ше. Ешкім байқамайды ананы ше. Мен ғана байқаймын ананы ше. Дық етіп алдынан артынан бетіп алған. Шашы да шашы. Шашымды Жоқтау жары қарай дұрыс емес. моментке тығыз жібергенде бір киноның ортасына ше. Содан кеттік. Қазақстанның қай жеріне барам? Ассаламалейкум, Биконай ғой, короче. Қош. Биконай қалайсың? Биконай. Оған ана Жезухан балалар да түскен соңына. Қанат түскен, Мансар түскен, лента қиятын жері бар. Уақыттарыңыз болса бір көре салыңыз. Содан ол енді қазір бір кино түсірді. Өтелмес борыш деген. Оны қазір кинотеатрда шығайын деп жатыр. Ал мынау теуіп кеткен ғой ішінде. Мынаны енді Қажымұханмен екеуі өлтіріп жазып жатыр қазір. Басынан ба? Жоқ, мынаның ары қарай жалғасы бар. Биконай уже байып кеткен Биконай, короче. Жалғастырып жатыр ғой, теуіп кеткен. Жалғасы бар. Кинотеатрға орамыз деп отыр ғой. Ары қарай да сөйтіп түсіреді ғой, значит. Енді мынандай режиссердің мынандай несі болу керек қой, телевизоры. Бұл байқұста телевизор жоқ, мынандай наушник телефонмен көреді, короче. Бүйтіп көре береді. Қарағай ода ма? Плейбек та, Плейбек жоқ. Плейбек албаш. Ертең анау албаш, мынау албаш деп қазір плейбек алған, короче. Серікке мен тілектес болып отырмын, мен Серік түсірсейік. Мен де пісіп тұрмын осы Биконайды екіншісін түсірейік деп, бұйырса сол екіншісін түсірейін деп жатыр. Ана кино, бірақ өзім де оқимын ғой, комментарийін оқысаң, Өзбекстанда страшно кетіп қалған мынау кәдімгідей. Қырғызстан, былай Қырғызстанда туысқандарым. Соқ көріп тастаған ба? Қырғызстанда туысқандарым бар. Қырғызстаннан шықты ғой менің туысқандарым. Олжик, мына кино, бірдеңе. Ал бүкіл түскен жаңа үшкемпіріктерді айтпайды. Мынау халықтың жүрегіне жақын болып кеткен ғой, өйткені Руслан түскен. Жәудір бар ғой, Руслан Жәудір. Руслан ондай киноларды айырады екен ғой. Актер ғой енді. Қатты танымал Руслан. Кәдімгідей Руслан кім дейсің? Руслан Нұрман деген бар ғой. Шымкенттің Берік Айтжанов ғой анау ше. Берік Айтжанов ойнаған ба? Жоқ, Шымкенттің Берік Айтжанов деп жатыр да. Танитын шығармын түрін Актер түрін көрсең танисың. Руслан өте жақсы ойнап шыққан, айырған, короче. И мен үйренемай Серік арзандау, маржандау қып, ақшасыз да көп емес, алтта ютубқа ұрып отыр да. Ол айтады, Алматыға келем дейді.
кино түсіріп жатқан площадкеге барам дейді, 60-70 адам жүреді дейді да, бірақ киноларын ешкім көрмейді дейді да. Тамақ қойдым дейді, палау апардым дейді бүйтіп. 40 адамға палау апардым дейді. Тарелканы алады да, бәрі бөлек-бөлек салады да, бөлек-бөлек кетіп қалады дейді да. Шеше, кино деген отырып, бәрі бірге жеп, Қуатжан ана жерде мынаны былай дейді. Обсуждение болу керек емес па дейді да. Е-мое, сосын бар ғой, түсірейін деп жатқан кезде бір мына мысалға жас алаш болатын болса, сені дайындайды ғой. Мынаны андай жас алаш деп айтсаң, сосын мына жерде жылайды деген сөзін, жылайды деп жазылады ғой. Мына жерде жылайды, неде жылайсың сен дейді ғой мағаншы. Мен ол жерде жыламай қалсамшы дедім мен. Сонымен жарайды, хорошо жылайын деп жылап бір моментінде кеп қалды, өткен кеткен еске түсіріп жатырмын ғой, қиналған момент деп. Руслан осындай деп жылап ойнап жатсам, шеше түсірмей сөйлесіп отырған бір кезде басқа бір телефонмен. Бетсе. Не болды? Серік жаңа момент. Давай, қайтан жылайсашы, мен қайтан түсіремін. Жыламайым дедім мен. Серік па? Болды, кетті анау деймін ғой. Өмеш айтсын ғой, актерсың ғой, жылайсыз дейді. Серік деймін да. Мен ана жылаудың, қаскелеңнен ап келдім ғой деймін да. Қаскелеңнен ап келдім, осы жерге ішімде сақтап тұрмын, қазір мотор деген кезде, ол мотор деп айтып кеткен. Қазір уже таразға кету керек болады ғой дедім. Момент жылап, кәдімгідей давленияларын түсіріп, мына жерде қатты не кет қалмасын деп қарап қалсам, бүйтсе самса бірдеңе палауды бүйтіп заказ беріп жатыр да, короче. Бір ерекс барып, сөйтсек анау өнер сөйтіп жасалды ғой, общем, сөйтіп қарылап жүріп, олда мен жақтырмай, мен бүйтіп жүріп, сөйтсем анау образ мені әбден жындандырып барып бәрі шыққан ғой ана жерде. Ол жерде Наурызда түскен байдың балалары, Наурыз охрана болып ойнайтын бар Наурыздың. Сөйтіп сондай дүние шықты. Сонда специально сені сөйтіп напрягать етіп шығарған. Жоқ, үйттім деп ойламады. Үйттім деп ойламады. Мен де өз солай қалыптасты ма? Солай қалыптасты да. По ходу. Мен де оған үйрете бастадым. Сен маған үйретпе. Сен әбден анау актер еместерден мен жұмыс жасап қалғансың деймін да. Шынымен көшеден келіп, бауырым бергеші, тұрасыз кейін деп түсіре береді, короче. Енді қазір сәл дамып, жақсы болып отыр ғой. Бірақ сол қызыл диплом ауылды жерлерге жаман қатты кетіп қалған ғой. Мен әкем өмір киномды көрмейді ғой, мен Сойынаны көрді ғой. Сол көрген ба? Мынау четкий болып мына кино, бірдеңе. Четкий болып деймін. Жаңағыдай ғой, мына жақтан бір алады, мына жақтан бір алады, мына жақтан бір алады, бір камера еще. Мына жақта не айтқаныңды білмеймін, мына жақта не айтқаныңды білмей қаласың ғой. Басталады ұрыс бір кезде. Бачыт болып ұрсын, братан, не істеймін мен, өлем ба деймін де. Жылап ойнап жатырмын дейді, телефонмен сөйлесіп кетті дейді, ойлашы. Жылап ойнап жатсың да Қамит. Ойлашы, телефонмен сөйлесіп кетіп қалды. Сонда қызылды баспаған ғой, баспаған ғой. Қайтып жылай сал басынан. Қайтып жылай саш дейм ма? Қайтып жылай саш дейді. Шланка деп пең мен демедің ме? 5 күнде бітті ғой ол жасы? 6 күнде бітті ғой. 6 күнде бітті ма? 1 күн созылды. Ойлашы, 1 күн 6 күнде. 5 күнде деді ма? Хрон 1 сағат 15 минут. Жақсы әңгіме болды. Олжас. Олжаспен әңгімелесін, Олжастың әңгімелерін тыңдамағанымызға да біраз уақыт қапты ғой. Иә, біраз болды ғой. Олжас тарландар. Бұл анау даусымен салатындары бар еді ғой бұның ше. Сәбит ағаны, Бауыржан ағаны ше. Иә. Келесіге қалдырасылар. Иә, келесісіне. Даусымен салатын бар еді. Басқа келесі жол. Енді әйтеуір жақсы әңгіме болды, жақсы сұхбат болды, күшті отырыс болды. Иә, газетчаныңыз ұзағынан болсын. Иә, газетчан. Иә, газеттен мен жігіттер. Қазір айтып отқандарымыздың жазылмаған газет деп құтылып кетсе. Әлі шықпаған. Ел аузында жүрген газеттер. Иә. Енді құрметті достар, құрметті көрермендер, жалпы бүгінгі газетчанды соңына жеттік. Енді қалай болған, жалпы ары қарай өздеріңіз айта жатасыздар, қалай не болған. Ары қарай не істейді? Иә, бұлар қайтер екен десе, тіркеліп бақылап өтсін. Иә, егер де бұлар қайтеді екен,
қайтер екен енді ары қарай не істейді деп жатқандай. не болыпты Иә. ал деп иә не болыпты ал не А, болады мақұл. екен қашанға дейін барады екен деп жатқандар болса каналға тіркеліп не еді анау құлғынша нені колокольчикті басып қоңырауды басып не бар ана каналда бәрін басыңыздар. Одан кейін келесі газетжанға қонаққа кімді шақырамыз соны міндетті түрде астына комментарийға жазып кетіңіздер. Амандықта, саулықта. Жақсы болжик, рахмет. Рахмет сіздерге де.